Жұлдыз жарық оянсын фанат, баршаға ортақ бұл чемпионат. Фонтин. Чемпионат баршаға ортақ. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бұл соққы және гол YouTube арнасы Дидеке. Қалай амансыз ба? Криштиану Роналду мен Месси салыстырамыз ба дейдар? Көрейік. Криштиану Роналду Португалияға қарсы кездесуде дубль жасады және Португалия ұлттық құрамасы 5-0 есебімен жеңіске жетті. Осы ойын бар, басқа кездесулер бар. Екінші турдағы барлық матчтарға біз шолу ұсынайын деп жатырмыз және арнайы бүгін қонаққа Марғұлан Жақыпты шақырдық. Марғұлан біріншіден соққы және гол телеграм арнасының бас редакторы. Осы бүкіл посттарды шығарған Марғұлан. Еңбегі зор. Мойындайсың ба? Иә. Биткей. Мойындаймын. Және Тамадан сияқты сұрап. Төс қақсырын қазір. Қазспорт және Қазақстан ұлттық арнасында Марғұлан әлем чемпионат матчтарын жүргізеді, комментатор. Қазір ғана Англия мен Гана арасындағы матчтан кейін Колумбия мен Конго арасындағы ойынды көріп, міне подкастқа келіп отыр. Ұйқы қалай болып жатыр? Шүкір жақсы. Мырзам, 3 сағат. 3 сағат, жақсы екен, бақытты екенсің. Ұйқы деген бұзылды. Себебі түнде біз әлем чемпионаты матчтарын көріп жатырмыз. Ал әлем чемпионаты баршаға ортақ. Португалия Өзбекстан арасындағы ойын 5-0 есебімен аяқталды. Өзбек бауырларымыздың ойынын талқылаймыз. Португалияға тоқталамыз. Одан бөлек кеше оғында, оның алдында Аргентина мен Австрия арасында кездесу. Лионель Месси дубль жасады. Әлем чемпионатының рекордын жаңартты. 17 және 18 голдарын соқты. Килиан Мбаппе дубль. Норвегияда Холланд. Браут, Холланд, дубль. Египетте Мұхаммед Салах гол. Бәр шетінен жұлдыздардың барлығы жарқырап осы әлем чемпионатын көрген қыздырып жатыр. Ал әлем чемпионаты баршаға ортақ. Сондықтан соққы және гол арнасында біз әлем чемпионаты матчтарын талқылаймыз. Фонтим арнасында әр ойындарға тоқталып видеосын көрсетеміз. Жұмыс қызу жүріп жатыр. Бізге сіздердің қолдауларыңыз керек. Дәл қазір арнаға тіркеліп қойыңыздар және лайк басыңыздар. Қазір тіркеліп қойсаңыздар, видео соңында конкурс өткіземіз. Сол конкурста сіздер 10 мың ұпай жеңіп аласыздар. Сол үшін дәл қазір тіркеліп қойыңыздар және лайк басыңыздар. Ережесін біз видеоның соңында айтамыз. Одан бөлек достарымыз ұйымдастырған конкурсқа қатысыңыздар. Әлем чемпионат кезінде 750 миллионға дейін және 50 мың бонусқа дейін біз 30 ойын жасап жатырмыз. Қатысу үшін сілтеме арқылы өтіңіздер. Сілтемені біз комментарийге бекітіп қойдық. Ал енді бастауға дайынбыз ба? Кеттік па? Португалия, Өзбекстан 5-0 кеттік. Дидар, матч алдында сіз Португалия қарсыласын ойсыратай жеңеді. Керемет болжам бердім. Бексұлтан Кеуленқос 5-0 деп одан да асып кетті бірақ. Бірақ ол видео түспей қалды. Таспаланбай қалды ма? Бірақ бәрі жазылып жатыр ғой. Дидеке, мынау 5-0 есебі сізді таңғалдырды ма? Жоқ, мүлде таңғалдырған жоқ. Енді мен негізі бір 2-0, 3-0 болатын шығар деп ойладым, бірақ негізі Өзбекстан ұлттық құрамасы бір кездері шашылып қалды деп айтса болады, жанып кетті. Сол Ғаниевтің голы есепке алынбағаны әсер етті ме? Иә, қатты әсер етті деп ойлаймын. Бірақ ең бастысы сол біз айттық қой, Португалия Конгомен ұпай жоғалтқаннан кейін осы ойынға бір ерекше настроймен келетін сол байқалып тұрды. Криштиану Роналдудың өзі де сол бірнеше сұрақтарға жауап беріп тастайын деп шыққан сияқты. Бірақ следующий вопрос деді ғой кейін. Кейін айта береді ғой, уже сұрақ болмау керек еді да. Сол үшін келесі. Ойынмен жауап беріп тастады ғой. Иә, жауап беріп тастады. Керемет өзім прям. Ай деп енді. Марғұлан, осы жерде бір форматты түсіндіріп кетсеңіз өзіңіз. Мынау Өзбекстан ұлттық құрамасында әлі плей-оффқа шығуға мүмкіндік бар ғой? Әлі мүмкіндік бар, бірақ гол есептеледі. Үшінші орындағы командалардың, басқа командалардың жағдайы жақсарып Өзбекстанға қарағанда. Сондықтан қиындау. Оның үстіне Конго Демократиялық Республикасын жеңудің өзі біраз әңгіме. Құрамы жақсы ол команданың және олар да плей-оффқа шығудан дәмелі. Сондықтан енді ауыр болады. 12 құраманың 8-і үшінші орын алған. 12 құраманың 8-і плей-оффқа жолдама алады. Сол 8-дікке еніп кету үшін Өзбекстан кемі 3 ұпай жинау керек. Енді Конгоға қарсы кездесуде жеңіске жету керек. Бірақ 3 ұпай жинайтын құрамалар көп болады, барлығы дерлік жинайды ғой. Дәл қазірдің өзінде 2 тур артта қалды. 5 топта 3 ұпай жинаған командар бар. Яғни 5 слот
болды. Сендер раскладтарға ерте кетіп қалған жоқсың ба? Роналду мен мақтап біткен жоқпын әлі. жоқ жоқ, айтамын. біз қазір мына Өзбекстанды жауып алып, сосын сізге беріп, өзіміз Иә. есігін жауып демала береміз деп отырмын. Иә. Сөйтіп, Өзбекстанда 5-0 есебін тіркегеннен кейін кішкене жағдайын қиындатып алды, себебі гол айырмасы дәл қазір Өзбекстан құрамасында -7, бір Конгоны 2-0 есебімен жеңсе -5, сонда да жетпей қалуы мүмкін, иә. Ташкенттегі қыс болып тұр ғой, примерно -7. Сонда Ташкенттегі көктем қылу керек қой, шамамен бір -2-ге апару керек. Өзбекстан ұлттық құрамасы Конгоға қарсы кездесуде өзінің финалын өткізеді. Бірақ Өзбекстан құрамасының мына Португалияға қарсы, Колумбияға қарсы ойындарын көрдік. 3-ші матчта да Конгоны жеңуі мүмкін дегенге сенім азайып барады. Мынау Фабио Каннаваро деген сәл қателік пе, әлде біз кейін бүкіл кінәні Каннавароға артып қойсақ та дұрыс емес пе? Қалай ойлайсың, Бексұлтан? Енді Өзбекстан осы Португалия мен Өзбекстан арасында кездесу көрген кезде бір Бельгия мен Қазақстан ойыны есіме түсіп кетті. Қайсысы? Через 6-0 бірге ма? 6-0 болған кезде. Каналич болған кезде. Иә, тура сол ойынға ұқсады. Дәрменсіздік бәрібір де қарсыластың соншалықты мықты болуы әрине өте ауыр. Өзбекстан жанкүйерлері бұл матч көргенде сәл өте қиын болған шығар деп ойлаймын. Өйткені команданың мүлде ойыны жоқ. Иә, гол соғып сәл қуантты, бірақ ол да есепке алынбады. Жалпы сұрақ қандай еді бауырым? Фабио Каннавароға бүкіл кінәні артып қоямыз ба? Әлде бұл құрама негізі жалпы қалай сізге? Фабио Каннавароны тағайындаған адамдарды кінәлау керек деп ойлаймын енді. Бұл қателік. Өте үлкен қателік. Қазірдің өзінде қателік деп айта аламыз. Әрине, өйткені сонша қаншама миллионға ақшаға әкеліп отыр. Мен Каннавароның миссиясын түсіндім негізі. 4 миллион евроға хиттің бәрін өзіме алам деген сияқты. Ондай Станислав Саламұлы бар ғой, арзандырақ алады ғой. Соның курстарына барып келген сияқты Каннаваро. Бірақ бәрібір де енді Өзбекстан ұлттық құрамасының деңгейінде көріп отырмыз. Жоқ, Каннавароның миссиясы қандай еді? Келіп қорғанысты күшейту ғой негізі. Осыны Равшан Ерматов та айтты ғой, Каннаваро әлемдегі үздік қорғаушы болған. Ол енді әлем чемпионатында Өзбекстан дебют болып жатқаннан кейін біз қорғанысты көбірек ойлауымыз керек деді. Міне, Колумбиядан 3 ұпай, Португалиядан 3 гол, Португалиядан 5 гол өткізді. Мен ойлаймын да, Колумбиямен тәп-тәуір ойын болды ғой енді, кем дегенде сол гол соқты, идеясы болды. Я жарайды енді Колумбия мықты құрам шығар. Негізгі уақыт 2-1 болып біткен аяқта, тіпті соңғы минуттарда тағы бір голды Колумбия соғып кетті. Мына ойынға неге сонша маңызды өзгерістер жасайды? Ең біріншіден қақпашы Өткір Юсупов нормально, қатты бір қателіктер жоқ болды бірінші ойында. Жоқ, негізі болды. Гол. 2 голды соның кінәсіне артып жіберді ғой. Үшеу көп. Біріншісі точно. Анау Аббосбекте гол соққанда сол Өткір Юсупов кінәлі болды ма? Негізі білмеймін, енді сен бір үлкен додаға барған кезде қақпашыны үйтіп не істеу керек. Нөмір 1 қақпашы бар ма? Сол нөмір 1 қақпашыны қолдап жүру керексің да. Жарайды, бұл мынау маңызды емес матч болса, екінші нөмірді шығарасын деген сияқты. Білмеймін, Өткір Юсуповты алып тастады. Ол қалай дегенмен уже әлем чемпионатының атмосферасын сезініп, өзіне жауапкершілік алып, ана қысымның бәрін көрді. Мысалы, екінші матчта мүмкін жақсы ойнап берер еді деген менде ой бар да, келесінде бірден Португалияға қарсы Нематовты қойып тастайсың. Соны айтам, мен анау Қазспортта эфирде көршім Сайрамның баласы деп айтуға дайын отырған едім. Айтпай кеттім ба сосын? Айттым сонда да. Айттың ба? Көршім қосалып қырымды. Мен дұрыс қой енді әлем ойынына реакция көрсету керек деп ойлаймын. Тек қақпашыда емес, тағы да бірнеше позицияда. Урунов мысалы шыққан жоқ мәселен. Жалпы 3-4 өзгеріс. Жоқ, ол өзгерісі түсінікті. Мына Шүкіров алаңға шығып, орталық қорғаныста Португалияның футболшыларына нық қарсылық көрсетуді қалағанын түсініп тұрмын мен ол жақтан. Бірақ қақпашы ауыстыру деген сәл біріндей. Мен екі өрескел қателіктен кейін енді бәрібір де сен клубта командада абырой жинау үшін өзгеріс жасауың керексің. Бәрібір де ол Өткір Юсупов неприкосновенный, яғни мүлде тесуге болмайтын ойыншы емес қой, бір Нойер деген сияқты қанша қателессе де ойнай береді деген. Бұл жерде басқа қосалқы құрамдағы қақпашылардан да ұят болады да, бұдан кейін біз шықпасақ не істейміз, не істеп жүрміз деген сияқты сұрақтар болуы мүмкін. Сосын мысалы Колумбиямен жақсы ойнаған Хамдамовты күттім да мен орталық алаңда. Оның орнына Хамробековты шығарып отыр. Ол мүлде шыққан жоқ. Хамробеков соңғы жолдастық кездесуде шыққан еді. Сосын әлем чемпионатында осы матчта ғана дебют жасап отырмыз. Марғұланға бір соққының ережесін түсіндіруді ұмытып кеттім. Сөзін бөле беруге болады негізі. Қатты құрметтеймін де просто. Сол Хамробеков не үшін шықты Марғұлан? Жалпы
Каннавараның енді бапкер ретінде ешқандай бэкграунд жоқ қой, мықты. Ең Динамо жақсы Загребте маусымы Гуанчжоу Эверграндта болған. Ол кезде Қытайда ақша болған кез ғой. Паулиньо, Талиска бәрі ойнап жүрген кез. Ал шақырған адамдар расымен де қателесті. Жалпы енді Өзбекстанның осы ойынның құрылуына, әлем чемпионатына шығуына үлкен үлес қосқан ол Катанец қой. Бастап берді, ойын жақсы қойды. Бірақ денсаулығына байланысты кетіп қалды. Одан кейін Кападзе келді, нүктесін қойды. Ары қарай енді Каннавара Дайнасқа тік қасық болды. Сол дұрыстап тік қасықта бола алмады ғой. Берілген жұмысты атқару. Бірақ енді жеребеде жолдас болмады Өзбекстанға. 3-1-дей мықты қарсыласқа түсіп қалды. Сондықтан енді бұл жерде Каннавараны ғана емес, тек Каннавараны бұл жерде сөге берудің қажеті жоқ. Жалпы қиын ойын. Ол оған әңгіме жоқ. Өзбекстан ұлттық құрамасының қарсыласы Португалия, біз оны ұмытып жатқан жоқпыз. Есеп 5-0. Мәселе есепте емес та, бір андай кәдімгі яғни қарсылық көрсетіп жеңіліп қалса, онда 0 жеңілсе де айтады едік, міне ойнады, бәрін көрсетті, барын салды, жігіттерге өкпе жоқ деген сияқты. Мына жақта мен Өзбекстан ұлттық құрамасының бір әлсіздігін көріп, өзім қынжылып қалдым кішкене. Бауырларымыз жақсырақ ойнағанда деп тіледік қой. Португалияның аш болғанында себеп қой. Иә, сол Португалияда күйдіріп, вообще жол болмады. Өзбекстан өз Колумбия. Португалия бірінші матчты жеңсе, басқаша болып кішкене. Дидар, сен енді өзің Португалия ұлттық құрамасының жанкүйерісің. Иә. Мына жақта Өзбекстан. Өзбекстанға барып келдім жазда. Қатарға қарсы матчын тамашаладық. Бауырларымыз, көршілеріміз шығып жатыр ғой әлем чемпионатына. Ресей ойнаған, Қытай 2002 жылғы әлем чемпионатында өнер көрсеткен. Енді тағы бір көршіміз Өзбекстан әлем чемпионатына шықты, бірақ көршіден бөлек бауыр ғой бұл. Біз өзіміз ғой, түбі бір түркі еліміз. Бауырларымыз ойнап жатқан кезде кімге жанкүйер болдың дейді. Криштианоға жанкүйер болдым. Жоқ, енді Өзбекстан ұлттық құрамасы осы матчта ұпай алса, мен еш не істемейтін едім, бірақ әрине осы матчта болған сценарий оқылды деп ойлаймын матчтың алдында, және тура солай болғанына қуаныштымын. Сол Криштиано Роналду хейтерлерге жауап берді. Мен оралдым деді ғой, мен оралдым деді. Енді әлем чемпионатында ол 10 гол соққан футболшы нормально ма, Бексұлтан? 10 матч бойы гол соқпай келеді, Өзбекстанға гол соққанмын дейсің ба? Ірі додаларда 10 матч бойы гол соқпаған, ол еврода кіреді оның ішіне. Әлем чемпионатында 5. Әлем чемпионатында 5 болған. Иә. Сосын әлем чемпионаттарының бәрінде гол соққан алғаш футболшы 6 әлем чемпионаты қатарынан гол соққан. Даже Мессиде ондай жоқ. Месси қашан? 2010-да соқпай қалды. Иә, 2010-да ЮАРда соқпай қалған. Сосын Ганаға соққан. Криштиано Роналду. Иә, сол кезде бір гол соқып кеткен. Солтүстік Корея, Гана, 4 гол соққан ғой жалпы. Испанияның қақпасына хет-трик жасаған. Сендер Алжирге хет-трик жасады деп қуанып жүрсіңдер. Бексұлтан ұялсай кішкене. Ұяладым. Жоқ, оның бәрі әрине әзіл. Жоқ, сен тұра тұр. Криштиано Роналдудың денесін айтпадың ғой әлі? Ужас итак. Әдемі ғой, иә? Өзі жасаған де. Өзін-өзі сосын баспен мықты ойын жалпы. Жоқ, Роналду күшті матч өткізді, енді әзілдерден миллион, оның бәрі мейлі. Иә, Роналдудың жалпы мен бұл ойынға настроен риза болдым. Яғни дайындықпен, мотивациямен ойбай бұндай Роналду көрмегелі көп болды. Менің сөзімнің дәлелі болды ғой мына жерде. Мен айттым, Роналдуға пас жете ме, ол гол істейді. Керемет ашылды, оған пас кетті. Мысалы, бірінші голда Өзбекстан ұлттық құрамасының 3 ойыншысы айналада тұрды. Роналду екеуінің ортасынан фук етіп, ближнийға кәдімгідей керемет пасты. Жоқ, Португалияда сосын өтте андай қиын бастаушы еді ғой ойынды. Өзбекстан түсінбей қалды, не болып кетті деп. Өйткені шабуылға кәдімгі бейімделген құрам шығарды. Сол Кансело шықты, Мендес шықты, Жоау Феликс шықты сол қаптал вингер позициясына дегендей. Кім Бернардоды отырыс қойды, сол нашар ойнаған футболшылар отырды. Роналдуға пас бермейтін ойыншылар. Пас беретіндер бәрі шықты. Өзбекстанның қорғанысы да басты себеп қой. Шашылып, пастар өтіп отырды да, емінетін пастар өтті. Әйтпесе басқа қарсылас болса өтпеуі мүмкін. Абдуллаев нашар ойнады. Негізі Хусановтың да бір әлсіз ойынын көріп қалдық. Енді Абдукудырға айтар. Португалияның стандарттары қалай? Стандарттарды керемет. Криштиано Роналду көзбен пас берді ме әлеке? Жоқ, негізі көзбен пас берді десек де рас, өйткені Нуно Мендешке допты қалдырды ғой. Роналдудың өзі айтқан екен. Қазір қақпашы мен тебеді деп ойлайды. Жоқ, басында былай болады ғой. Ана айып тобы алынған кезде
көріп жатыр специально қарадым Бруно Фернандеш қаяқта деп Бруно бүйтіп көкем ақырындап келе жатыр да типа сұрап көрейін ба деп Криштиану допты қолға алған Бруно келді бір нәрсе бүйтті да сосын Криштиану бір нәрсе деді ол сразу бұрылды ары қарай кетіп қалды сосын Нуно Мендеш келді сосын Бруно ар жақта бір ойланды да қайттан айланып келді сосын не болды сонымен деп бір нәрсе сұраған сияқты сосын Криштиану жауап беріп еді Бруно былай нормально болып қалды сосын Криштик өзі допты қойды өзі тебем кәдімгі көрсетті ғой бүйтіп жүріп жоқ ол мойындады ғой матчтан кейін біз сөйтіп қақпашыны алдамақшы болдық жоқ алдын ала жоспар ғой иә Нуно Мендешке айттым қазір мынау қақпашы мен тебеді деп ойлап тұр сен тұр да ақырын бүйтіп қалған кезде сен жүгіріп кет деп мынау негізі қазір Португалияда бар ғой өзбектерді алып Унай Эмеридің жанында жүретін бар ғой Остон Макви деген Португалияда стандарттардың бапкері сол алдын ала бәрін қойып берді бүкіл стандарты ана бұрыштама болсын айып соққысы болсын бәрін сол реттейді қалай істеу керек қалай істеуіміз керек соны қосымша ол Астон Виллада Унай Эмеримен бірге істейді шашы ұзын бар ғой Фернандеш Роналдуға бүйтіп Макви деген сол оның бәрін полный алдын ала жаттығуда істеген одан кейін тағы да бір несі айта салайын Португалия бүкіл екі жолдастық кездесуін әлем чемпионаты деген ол өз жерінде өткізді оған Роберто Мартинес былай айтты біз наурыздағы ойындарды ақш-та өткіздік ол жақтың климатына уақытына үйреніп алдық енді қалған дайындықты біз өз жерімізде өткіземіз өйткені біз ойын қандай жаңағы тактикаға стандартқа бәріне ешкім өзіміз емін-еркін дайындаламыз дейді да ақш-қа келіп артық көзсіз тып-тыныш өзімізбен өзіміз сол жаңағы жаттығуларды стандарттың бәрін полный сол жақта ақырындап дайындап келді енді Өзбекстанға қарсы стандарттың бәрі қатты жақсы жұмыс істеді. Ары қарай енді бұл стандартты біліп алды ғой. Ары қарай Остон Макви ашпау керек еді енді. Иә, Остон Макви енді басқаша ойлану керек болады. Бірақ баяғы Криштиану бермейтін еді андай позициядан. Жоқ, бұл голды 10 жыл дайындаған ғой негізі. 2022 әлем чемпионатында талай стандарттарды теуіп иіскетіп, Евро 2024. Енді міне 26-ға келген кезде бәрі Роналду тебеді деген кезде, мысалы, біз не үшін Роналду тебеді дедік, себебі осы уақытқа не теуіп тұрды. Бүйтіп тұр, үш деп бәріміз телефон алып алайық Роналду алайық Нематов та телефон алып бүйтіп бәрі түсірейін деп мына жақтан гол кіріп кетті. Одан кейін екінші стандартта сондай болды ғой. Криштиану Роналду қаншама видео сұрап болды десейші. Иә, бәрі Роналду түсіріп отырғанда ма ана жерде Мендеш соғып кеткені. Бәрі удалить қайтып. Еще ол ана ұзақ түсірді ғой төрешеде. Содан кейін Мендеш гол соғып кетті. Ана сәтте де мысалы Роналду тебеді деген кезде алды жүгіріп кетті де Бруно Фернандеш бүйтіп пас берді. Ол жерде енді кішкене түсініп қойды Нематов оны. Бірақ өйстіп кішкене Португалия ұлттық құрамасы алдап жатыр. Бруно да керемет ойнады. Осы ағылшын премьер лигасындағы Бруноны қайта еске түсірді. Анау Криштиану Роналдуға берген пасы енді сұрапыл әдемі. Криштиануның өзі, мен сендерге айттым, Криштианудың жаңағы мықты тұстары айып алаңда керемет ашылу, на опережение ойнау және пространство болған кезде қашып кетіп несте. Ана жерде тура сол мен айтқанда 2 гол соқты ғой. Біреуін ашылды айып алаңда тарс еткізді, екіншісін қашып кетті, амп еткізді. Өзінің стилінде. Өзінің стилінде, иә. Роналду сөйтіп хейтерлердің аузын жапты негізі. Жапты ма? Аузына қақпақ болды. Ол ертең Мессиді осып кетеді еще. Қатты кетті. Қай контекстте бұл жерде Месси жүреді, Дидар қанша айтам, Месси мен Роналду салыстыруға болмайды деп. Португалия мен Өзбекстанды айтып отыр. Ол туралы салыстырмау туралы қазір Аргентина туралы әңгімелесем, сол кезде айтып беремін мен толық. Бұл қазір Пока Роналдуды мақтап алайық. Роналду мақтап отырарлықтай ойын болды, өйткені командаға көп жұмыс істеді ғой бұл Роналду. Криштиану мысалы Нуно Мендешке айыптауын берді деп жатырмыз. Сонымен қоса қаншама сәтте паспен ойнап, мысалы соққы позициясында сәл ыңғайсыз болса пас береді, мысалы қасындағы әріптесіне, қорғанысқа қайтты, қорғаныста жалпы прессинг жасады дегендей. Жалпы бұл ойынға Роналду молодец, жарайсың деймін. Бұл туралы Рио Фердинанд пікір білдірді ғой, былай кавычкада цитатаны, не командный игрок, ха-ха деді да. Ал көрдіңдер ма деген сияқты. Қандай не командный игрок екенін. Матчтан кейін анау журналисттің сұрағын кесіп тастағаны ол ненің белгісі Дидар? Білген істеді енді Криштиану. 41-ге келіп журналисттің сөзін тыңдағысы келмесе тыңдамай-ақ қойсын. Журналист енді Месси 2 гол соқты, Килиан Мбаппе деп жатқан еді. Келесі сұрақ. Неше түрлі фейктер тарап жатыр ғой. Ширек финалда ойнағым келеді. Иә, сондықтан. Сосын өте дұрыс. 41-де 42-ге келеді. Ол білесің нені білдіреді? Міне есіме түсті. Ол
салыстырмаңдар мені деді ғой. дұрыс қой, енді ол журналистің сұрағының өзі араңдатушылық болып тұр ғой. Сол ғой. жоқ сұрағын естімедік қой біз оны. Мысалы ол Лионель Месси Жоқ, екі гол Месси соқты. деп бастаса болды ғой. Мбаппе екі гол соқты, Холланд екі гол соқты, бірақ сіздің екі голыңыз бәрінен күшті деп ойлаймын. Келісесіз бе деп сөйтіп Енді сұрайды. нағыз сол сөйтсе журналист ертсін ерек екен десе. Анау неде матч ортасында өзбекстандық футболшыларға өзбекше сұрақ қойып, эфирде өзбекше жауап беріп күшті болды, соны ойлап отқан ғой. жоқ, жалпы медиа жағынан маған бұл әлем чемпионаты қатты ұнап жатыр. Неше түрлі Бірақ анау черлидершылардың билет қою артық қой енді, анау немене ойлаймын. үш мексика Жараспайды ғой анау футболға. шоу. Кәдімгі билет Америка. баскетболда. Сол 5-0 есебімен жеңді Португалия ұлттық құрамасы. Енді қарқын алды ма жігіттер осы ойыннан кейін? Енді чемпион болады енді бұйырса. Жалпы Португалия осы әлем чемпионатындағы ең мықты фавориттердің бірі ғой. Мен өзімнің рейтингімде топ үшке қосқам, тағы да айта өтейін Португалияны. Сол себепті былай бірінші кездесуден кейін ой жаман болды деп ерте мысқылдаудың қажеті жоқ. Португалия ұзаққа барады, сөзсіз ол. Әлемнің ең үздік командалардың бірі. Өзбекстанды 5-0 жеңді, жарайды, бірақ маған бұл түсінікті нәрсе, әрі қарай да мықты нәтиже көрсете береді деп ойлаймын. Олар бұлай бүйтті ғой. Конгомен сәл қарын аштырып алды. Сосын бүгін палауға той болды. Ертең колумбийский кофе ішіп алады. Сосын ары қарай сөйтіп кете береді ғой. Финалға дейін вообще. Плей-оффта Кюрасаумен ойнаса екен. Бұл жерде финал бар мәселе мынада болып тұр. Егер Португалия Колумбияны жеңсе, топта бірінші орын алады. Иә. Аргентина ар жақта бірінші орын алып тұр есебі. Ширек финалда кездесіп тұр дейсіз. Ширек финалда бұл жерде кездесейін деп тұр. Сол осы Колумбия ғана құтқару мүмкін. Екеуінің біреуі ширек финалға жете алмайтын шығар. Ондай да мүмкіндік бар ғой. 16-та 8-де. Негізі жететін командалар ғой қарап тұрсақ. Жоқ, ана жерде Австрияға қарсы Біздікі ылғи андай ғой. Былай болса финалда Эль Классико көреміз дейтін ше. Әр чемпиондар. Жоқ, бұл ширек финал ғой енді. Бұл ширек финалға дейін жетеді деп ойлаймын екеуі де. Жетсін, Португалия мен Аргентина арасындағы матч ол. Сол кезде салыстырамыз дейді. Жоқ, қазір де мен мысалы кішкене салыстырғым келіп тұр. Мына ойында Криштиану Роналду дубль жасады ғой. Роналду гол соқпайды дейік мысалы. Бірақ 5-0 есебімен жеңіске жетті. Қуанатын ба едің нәтижеге? Әрине. Или Роналду бірақ гол соқты 1-0 есебімен. Қайсысын таңдайсың? 1-0 есебімен. Роналду ғой негізі. Жоқ, Роналду ғой болғанда енді просто андай тым артық хейт кетіп жатыр да ол. Сендер кішкене андай Роналдуға да скидка беретін уақыт келді деп. Негізі қара, Месси бүгін 39-ға толды ғой. Роналду 42-де. Екеуінің арасы негізі қанша? 3 жас па? 2,5 жас. Ну, онда шамамен бір жарты цикл ғой енді. Евро мен әлем чемпионатының арасы. 2 жас 4 ай. 2 жас 4 ай болғанымен Роналду қыста туылған футболшы ғой. Ол футболда өте қатты не әсер етеді. Иә. Сол анау Қаңтарда желтоқсанда туылған ғой деген сияқты ғой. Жоқ, арасы 2 жас деген осындай 40-қа келген кезде білінеді ғой деп жатқан ғой. Мысалы 2 жылдан кейін Месси қалай ойнайды екен деп. Сосын Роналду мысалы бүгін гол соқты, ең кәрі футболшылардың қатарында одан үлкен тек қана кім Роже Мила болатын да. Ол 42-де соққан. Иә. Камерун. Сосын ең дубль жасаған ең кәрі футболшы, иә. Егде жастағы футболшы. Егде жастағы. Кәрі дегенде енді 41-де ғой. Жасындай жарқылдап тұр ғой. Футболи кәрі десек. Қалай сізге енді Өзбекстан ұлттық құрамасының плей-оффқа шығу мүмкіндігін қалай бағалайсыз? Осыған дейін Русекеңнің несіне барған кезде 1% деген Өзбекстанның шығу мүмкіндігі. Сол ойдан айнымаймын. 1% расымен де ойын қанша дегенмен деңгей бөлік, жылдамдық жетіспейді қорғаныста. Португалияның да, Колумбияның да, Конгоның да шабуылшылары өте жылдам, сондықтан пастарды ұстап қалудың өзі қиын. Жалпы 1% алса Өзбекстан үшін үлкен жеңіс деген едім. Расымен енді Конгоға қарсы соңғы ойын қиын болайын деп тұр. Ал Өзбекстан сапында енді сол Бехрус Каримов жақсы ойнап жүр, 18 жастағы. Сол көзге түспен біраз жерге барып қалуы мүмкін. Дриблингте жасап өз-өзін қорғаныста да жақсы көрсетіп жатыр. Ең жақсы ойнаған сол деп ойлаймын. Содан кейін Ғаниф әдемі соқты. Әдемі гол соқты. Голды айтайықшы, есепке алынбаған ол әділ шешім ғой. Ойын тәртібін бұзды. Және сол 5 секунд па сондай. Егер Аббасбек ойын тәртібін бұзбағанда Ғанифке доп жетпейтін еді мысалы. Себепкер болып тұр оған қоса оны ойын тәртібін бұзған. Ирониясы болып тұр да бұл эпизодтың. Аббасбек Файзуллаев осы әлем чемпионатында тарихи гол соққан футболшы да, Өзбекстанның бірінші голын соққан футболшы. Осы ойында
мен ақ қана қалайын деп бөкті тартып алған сияқты да. жоқ, сол тартып алған деп айтайын десең, егер сол жерде ойын тәртібі бұзбағанда гол болмайтын еді. Болмайды. Сондықтан ол тартып алды деп те айта алмаймыз. Өзі берді, өзі алды. Аббасбек Файзуллаев қандай рекорд жаңартты білесің ба? Әлем чемпионатында. Осы Колумбияға қарсы кездесуде. Колумбияға қарсы Иә, голын еске түсіріп айта аласың ба? жоқ. Баспен гол соққан бойы ең кіші футболшы. Жоғын өштінде 1 метр 67 сантиметр Аббасбек Файзуллаев. Аббасбек Файзуллаев андай, сосын Кореяда, Жапонияда осы соққының телеарнасында оқыдым ғой деймін. Поп айдол болып бара дейді ғой, андай. Иә, қыздардың бәрі Кей-поп жұлдыз сияқты. Сондай болып. көз түйсінер. Енді Telegram демекші, соққы және гол Telegram арнасына тіркеліңіздер. Бізде конкурс болады. Күн сайын 15 мыңнан ойнатып жатырмыз. Күн сайын. Әлі бірде-бір күн өткізген жоқпыз. Жеңімпаздарды анықтап, біз ол жақта әр ойында есеп тапқан жандарды марапаттап жатырмыз. Енді осы топта Колумбия мен Конго Демократиялық Республикасы арасындағы матч бар. Міне біздің таңғы сағат 9-да жиналуымыздың себебі осы 7-дегі ойынды көрдік. 1-0 есебімен Колумбия жеңіске жетті. Муньос 2 гол соққан, біреуі есепке алынбады, біреуі саналды. Иә, Колумбия жеңіске жетіп, қазір Өзбекстанға тағы бір кішігірім болса да үміт сыйлап тұр ғой. Өйткені Конго 3 ұпай алған кезде Өзбекстан екінші турда әлем чемпионатын қош айтатын еді. Ешқандай математикалық тұрғыда да үміт қалмайтын еді. Сол себепті 3-ші турда Өзбекстан үшін бұл жерде жеңіс қажет, міндетті түрде жеңіс, және басқа топтарда 3-ші орын алған командалар 2 ұпай, 1 ұпай, сол 3 ұпайдан аз жинау керек болып тұр. Сол ғана өзбектерді құтқарады. Жаңағы доп айырмасында видеоның басында айттық қой. Бізге 4 адам. Иә. 4 сондай 2-3 ұпайдан аз жинаған командалар қажет. Немесе ірі есеппен жеңіліп қалуы да мүмкін. Оны да былай жоққа шығармаймыз. Енді бірінші әрине Өзбекстан Конгоны жеңуі тиіс. Қандай есеп болмасын. Екіншіден басқа топтағы жағдайлар. Қазірдің өзінде енді 8 орын бар ғой, 3-ші орынмен шығатын. 8 орынның 5-еуі бос емес есебі. Өйткені 5 топта 3-ші орын алған командалар 3 ұпайдан көп жинап қойған. Иә. Сол себепті 3 орынға талас жаңағы басқа командалармен болады. Оңай емес. Бірінші Конгоны жеңу оңай емес. Екіншіден ар жақта математикалық мүмкіндікті де есептеу. Ар жақта Бельгия деген жігіттер жүр ғой. Иә, сол себепті Марғұланның 1% дегенмен толықтай келісемін. Сенде басында 5% беді кеше? 5%, иә. Азайтып отырсың. 5%, иә, өйткені ірі есеппен жеңіліп қалды. Басқа топтағы жағдай бар, бәрін есепке алсақ сондай. Сол менің осы әлем чемпионаты алдындағы болжамыма сол болып тұр ғой жалпы. 3 ұпай жинайды, бірақ доп айырмасымен шығамайды ау деген. 3 ұпай жинаса да өзі жаман болмайды. Иә, сол ғой, жеңістің өзі де біраз Өзбекстан үшін абырой әкеледі. Конгоны көрдік қой Колумбияға қарсы ойында. Иә, былай ойнауға болады екен. Колумбия еш нәрсе істеткізген жоқ. Конгода бір гол соғатын бір айтарлықтай сәтте туылмады. Колумбия толықтай ойынға бақылау орнатты. Сол себепті Өзбекстанда басқа осы Конгоға қарсы ұпай алуға шанс бар. Финал, онда финалды күтеміз, және Өзбекстанға сол ойында жанкүйер боламыз. Енді ол жерде Португалия, Роналду деп бөлінбей, бүкіл Қазақстан, Өзбекстан тілеуін деп жоспарлап отырмыз. Англия мен Гана арасындағы ойын L тобындағы кездесу 0-0 есебімен аяқталды. Марғұлан өзің жүргіздің сол ойынды, пікіріңді айтсын. Англия Гана бұл ойыннан негізі көп нәрсе күткем Англиядан. Бірінші матчтан кейін. Екінші матчта жеңіске жетті, толыққанды плей-оффтың мәселесін шешіп, үшінші ойында демалады деп ойлағам, бірақ енді Гана мүлде мүмкіндік бермеді. Гана 4 қорғаушымен шыққан басында, бірақ енді толыққанды бірінші таймда бір 85-88% англиялықтар допқа иелік етті. Сол допқа иелік еткен кезде Гана 5 қорғаушымен ойнады. Томас Парти жартылай қорғаныста жүрді. Одан кейін шабуылдың кезінде орталыққа түсіп отыр дылғида. Үшінші орталық қорғаушы, содан кейін Англияға ешқандай да бос кеңістік бермеді. Бір айбаланың сыртынан тебейін десе жібермейді ойыншылар. Мүлде соққы жасатпайды. Соның салдарынан жалпы бірінші таймда Англияда, Ганада бірде-бір дәл соққы жасамады. Ондай осы әлем чемпионатында болмаған еді. Бірінші рет сондай бірде-бір дәл соққы болмаған ойын тіркеліп тұр. Бірінші таймда. Оған себеп бар ғой. Маркус Решфордты шығару керек еді ғой бірінші минуттан. Маркус Решфорд шықса да ешқандай әсер етпейтін еді. Гананың қорғанысы біраз командаға қиын болайын деп тұр. Өте тығыз. Бастапқы құрамда Маркус Решфорд шықса, шайқап тастайтын еді ана жерде. Мен негізі Тухельдің таңдауынан таңғалдым. Англияны қатты мақтап жіберді ма, Томастың да сол бір андай өзінің нелері бар. Сен
есіріп кетті. есіріп кетті. Бірден сен Букайо Саканы отырсыз, жарайды, ол сәл-пәл жарақаты бар, анау мынау. Сен Мадуэке мен Гордонды бірге шығарып отырсың. Есі тұрса да Мадуэкен шығара ма біріншіден? Екі бигунок. Екі бигунок, екі однотипный, екеуі де андай сәл бір, енді олар физикалық тұрғыда техникалары бар, анау мынау, бірақ ми жағынан, интеллект жағынан сәл енді все-таки менің ойымша Решфорд пен Сака ол элитный игроктар да уже дәл қазір. Қаншама Решфордқа сын айтылса, құрдан құры ол супер жұлдыз болып саналып жүрген жоқ. Сондықтан дәл қазір мүлде салыстыруға келмейтін деңгей деп ойлаймын. Решфордты шығарса, хотя бы бір жақты сондай не болатын еді. Сосын жаңағы Беллингемді бірінші ойында қатты мақтады, осы ойында негізі сол Беллингемнен де көп күттім. Сәл сол бірінші таймда ойыны ұнамады маған. Сосын Харри Кейннің де ойынын жүрмеді десек те болады. Иә, ол да бар. 5 метр жерден гол салмай 5 метр жерден. Ол білесіңдер ме не үшін? В общем, Ганада бір шаман бар екен да, сол айтқан ғой, мен Харри Кейнді жаңағы дуалап не істеп тастаймын. В общем, уайымдамаңдар деген ғой. Харри Кейн ненің кәдімгі из вратарской тебе алмай жүр ғой, сонда. Өтеді екен сол шамандардың сөзі. Сол 2014-те Португалиямен Гана ойнаған кезде айтқан, Роналду ұтты алайын деп. Бірақ Роналду сол кезде жеңіс голын соғып кеткен. Ол не шық енді? Бұл кезде манасы жетпей қалған шығар, қазір мана жинап. Тәжірибелі қазір. Дуаларының екеуінің бірі өте ма сонда? Иә, бір салып тұрып. Енді жалпы Англияның шабуыл өткен жоқ. Бұл жерде одан бүлік жаңағы Гананың қорғанысын айттық қой, өте жақсы ойнады деп. Және Беллингемнің үздік ойыншы атануы мүлде өтірік болып кетті. Не үшін берген түсініксіз Беллингемге. FIFA-ның өзінің ресми сайтында жанкүйерлер дауыс береді оған мен of the матчқа. Сол себепті ол мүлде қисынсыз. Типа ана Ла Лигада үздікті таңдайды. Иә, сол 80 минуттан бастап қояды. Жоқ, осы уақытқа дейін более-менее нормальный адамдар таңдап келді. Ой, әшейді хайпта жүрген бір өтіп бере салады негізі. Хайпта жүргендер нормально ойнап жүргеннен кейін сөйтіп байқалмай жүрді ма? Ана Мбаппелер, Холландтар гол салды. Гананың қорғанысында көру керек. Мысалы жаңағы Гордонды да, содан кейін оң жақтағы Мадуэкенді адамын аштырмаған. Оң жақта кім ойнады? Синая. Гордонға мүмкіндік бермеді. Сол жақта Минса ойнады. Ол да кәдімгі Мадуэкеннің аштырмады. Мысалы, көбісі ағылшын премьер-лигасында ойнаған футболшыларда олар қарсыластарын кәдімгі жеке таниды, олардан ешбір қорқыныш болмайды. Сол Аю, Фосуменса, Парти, Семеньо дейтіндер, олар үшін бұл андай соншалықты авторитет емес та, Англия деп. Жарайды, енді плей-оффқа Англияда шығып тұр ғой, 4 ұпайы бар. Жақ, мынау плей-оффтағы ойындарға әсер ете ме бұл кездесу, әлде осылай ұмытылып кетті болды ма? Жоқ, наоборот, Англияға жақсы болды деп ойлаймын. Өйткені бірінші ойыннан кейін көп бір мақтап кетті, елдің бәрі ойымналар уже кубокты бере салыңдар дегендей ойын көрсетті. Негізі Букайо Сака жылдамырақ оралу керек. Өйткені Сака біраз мәселені шешеді. Саканы өзім жоғары деңгейлі ойыншы ретінде танимын. Қаптауда... Ол сен таный ма? Ол сен таный ма? Жоқ, таныс емес. Қалай Бексті танымайды жынсың ба? Сырттай танылса, былай жеке таныс емес. Кетіп бартында Роналду деп. Жеке таныс емес. Букайо Сака... Сырттай танимын. Букайо Сака Бексті танысаң, комментарийге жазып. Жоқ, Роналду деп шатасып қалмай ма екен? Кім? Букайо Сака. Рон? Комментарийді жазып кетеді, көреміз. Онда жақсы болыпты, онда осылай еш жиып алғаны кейін финалға дейін жетсін дейік. Ал Панама мен Хорватия арасындағы ойын 1-0 есебімен аяқталды. Анте Будимир гол соқты, бірақ әлемді оята алмады. Ұйықтап жатты халық. Сөйтіп Хорватия осы топтан шығуы мүмкін енді, 3-ші орын, және гол айырмасы -1 болып тұр. Келесі ойынын Хорватия Ганаға қарсы өткізеді. Жігіттер, бізге қызық әрине Аргентина мен Австрия арасындағы ойын. Сол матчқа біз тоқталсақ, кішігірім үзіліс жасап алайық. Бізде hydration break слушап алайық жігіттер. 2 сағатқа созылып кетпесе болды. Осы үзіліс кезінде жарнама айтып кетсем мен. Фон Тим арнасында Ермұхамед Мәулен, Елдос Ахметов және Алмат Бекбаев төртеуміз түсірген подкаст шықты. Оны міндетті түрде көріңіздер. Ол жақта біз голдардың видеосын көрсетіп, матчтарды талқыладық. Чемпионат баршаға ортақ. Аргентина мен Австрия арасында кездесуге кезек берейік. Кезек Аргентина-Австрия арасындағы матчта. Аргентина 2-0 есебімен жеңіске жетті. 2 голды да Лионель Месси соқты. Жалпы осы турнирде Аргентина соққан 5 голдың авторы да Лионель Месси. Демек, Дидар, шынымен де Аргентина отбасы бір жанұя дегенге бұл толық дәлел ғой. Иә, бір құрама, бір топ, мафия, бір банда, иә.
Месси сол банданың көшбасшысы. Негізі мына матчта басқалар да соғып көру мүмкіндігі болды ғой. Бірақ әйтеуір жоқ, біз соқпаймыз, Месси соқсын дегендей бір ұстаныммен жүрген сияқты. Лео пенальти соға алмай қалды. Ол да бір жаңалықтың бірі деп ойлаймын. Өйткені ол да бір тарихи рекорд болды. Әлем чемпионатында ең көп пенальтиден гол соға алмаған футболшы болды. Содан кейін ойбу деп едік, Месси ойыннан әдемі гол соғып кетті. Тарихи. Сен точно ойбу дедің бе? Мен ойбу дедім. Жоқ, сен негізі енді Криштиану Роналдудың жанкүйерісің ғой, бірақ Мессиді мойындап отырсың. Иә. Ол футболшы екен. Иә, әрине. Бірақ осы Аргентинаның ойындарын көріп жатқан кезде Месси мына рекордтан рекорд бұзып жатқан кезде сенің эмоцияң қандай, осы білгім келеді. Сәл енді ашитын жер ашиды енді. Көрелмаушылық бар ма жоқ па сондай? Көрелмаушылық бар, бірақ андай белый зависть дейміз ғой. Жоқ, Месси аңыз тұлға екен баяғыдан мойындап қойдық қой. Мен еще 2009 жылы ол баспен Манчестер Юнайтед қақпасына кіргізген кезде Месси деп. Мысалы, Лионель Месси осы әлем чемпионатына 0 гол соғады, бірақ Криштиану Роналду да 0 гол соғады да 8-ден бірінші финалдан ұшып кетеді десе, келісетін мен. Маған бәрібір негізі кім қаяқта ұшып жатса да Португалия чемпион болса болды. Мақұл, Португалия чемпион, бірақ Роналду 0 гол. Иә. Тура Роналдудың өзі де келісетін сияқты. Осындай сұрақты Мбаппеге қойған еді ғой. Сен әлем чемпионы атанасыңдар, бірақ сен 0 гол соғасың деп. Бірінші ойында 2 гол соғып тастады, екінші ойында 2 гол соғып болды, чемпион болмайды. Месси қазір жаңа бір эволюция дәуірін өткен Месси болып жатыр да. Осындай позицияда мынау жаяу жүріп, осылай данышпан екенін, футболды аяқпен емес мимен ойнап жүрген адам ғой. Сондай футболшы бола ма емес, біздің көреміз бе ондай? Көру мүмкін біз, өйткені прогресс бір орында тоқтап қалмайды ғой. Әрине ол болады, бірақ бұндай Месси секілді футболшылар енді қара, алдында кім, Марадона дедік па? Марадона мен Мессидің арасы бір 20-30 жыл ғой. Сол бір 2-3 поколение өткенде сондай бір футболшы шығатын шығар. Мүмкін сол Ламин Ямал өзінің мансабын аяқтаған кезге дейін сондай жетістіктерге жеткен. Бірақ Мессидің сол бағана Роналдумен былай салыстырғандар көбісі түсінбейді. Екеуі мүлде екі бөлек. Ол позициясы болсын, несі болсын, екеуі екі бөлек футболшы да жалпылай алғанда. Ол бір мектепте бір партада отырып, біреусі мысалы алтын белгіге баратыр, ол Роналду. Алтын белгі алды, ол өте андай зубрить етіп, бәрін оқып не істеп жүрген жігіт. Ал Месси ол просто природный сондай таланты бар. Международный олимпиадаға қатысу. Иә, международный олимпиадаға ол даже енді тапсырмайды да бір жаққа. Вундеркинд, иә, сондай футболшы. Қазірдің өзінде Месси өзінің жаңағы прогрессінен де байқаса болады да, қаншалықты ол интеллектуалды жаңағы футболға бейімделген. Өйткені ол позицияларды чувствовать етеді, оған жүгіру де керек емес та, как будто ол керек жерде бар болып қалады, керек жаққа пас беріп қояды, өзі ашыла қалады. Сондай бір футболе интеллекті жоғары деңгейде ондай енді футболшылар болған емес. Және ол андай инстинктивно чувствовать етеді, оған как будто ойланбайды да ол істеген нәрсесіне. Бірақ мүмкін ол бізге солай көрінетін шығар. Мүмкін сол өзінің жаңағы әріптестерінен үйреніп алған шығар. Мессидің екінші аты Андрес қой. Сол Андрес Иньестадан үйреніп алған шығар деп ойлап отырмын да. Ол да Кучетини деген ше. Кучетини деген екінші фамилиясы. Пенальти соға алмай қалған. Ол соға алмай қалған футболшы. Еңбектенбеу деген қате сияқты негізі. Жоқ, еңбектенеді, иә. Еңбектенбесе ол Балотелли болатын еді қазір. Иә, онымен келісемін. Еңбектенгеннің арқасында қанша 20 жыл бойы бір темп ұстап тұрды жоғары деңгейде. Саған өзіне кім жақын? Лионель Месси ма, Криштиану Роналду ма? Абайлап жауап беру керек. Жалпы айтады, егер де кімде-кім дейді, ақты ақ, қараны қара дей алмаса, ол адам далбаса дейді. Далбаса дей ма? Месси. Жоқ, Месси ақ болғанымен Криштиану не үшін қара болып қалады? Соны мен түсінбеймін. Сұрма. Жоқ, ол Роналду саған ешкім қара деп отқан жоқ қой. Жоқ, мына ақты ақ, қараң қара дейді. Ол енді әділін айтқанда деген мағына ғой. Жоқ, әділін айтып жатсақ, екеуі де оның екеуі екі бөлек ақ футболшы, мысалы. Ақылға екінші. Роналду да аңыз тұлға футболшы. Қазақ тілінің деңгейі қандай сенде? Ақ қара. Я понимаю, но не говорю. Керісінше екен да. Pre-intermediate. Бексұлтан, ойыннан ләззат алдың ба? Ойыннан ләззат алдым. Тамаша. Енді Аустрия ғой бұл. Европаның бір белді командалардың бірі. Алжир емес. Сәл қиын болады, түсінікті болды. Бір жақсы тест сияқты көрдім бұл кезде. Аргентина қаншалықты Европаға қарсы ойнай алады деген сұрақ болды. Мен бірақ Аргентинаның осы әлем чемпионаты басында фавориттер қатарына енгіздім, топ 3 команда қатарына кірді Аргентина, өйткені квалификацияны өте мықты
өткізді өз континентінде. Ең мықты болып тұр, түсінікті. Еуропалық кубокқа қарсы қалай? Мысалы Аустрия сияқты прессинг жасап, қорғаныста да өте компактно ойнайтын командаға қарсы не істей алады деп ойладым. Өте ақылды. Бұл жерде Скалонидің да еңбегін, білімін жалпы мақтау керек деп ойлаймын. Аргентина ұлттық құрамасына барлық жалпы жағдай жасап қойған мықты футбол көрсету үшін. Иә, сосын анау футболшылар таңдауын айтамын да, көбісі міне Ди Мария жоқ, мына ұлттық құрамада не істейді екен деген сұрақтар туындады. Қазір бәрі жазып жатыр. 5 ондықтың позициясына ойнай алатын жартылай қорғаушылармен шығып жатыр да. Олар тек қана ондықтың позициясына ойнайтын емес, олар еще и отборда керемет, олар прессингте керемет, пас бере алады, жүгіріп бере алады, ашылып бере алады. Солардың ішінде жаңағы Альмада бар, Энсо бар, Макалистер бар, Родриго де Паульдің өзі мысалы, ол да пас та береді, отборда да керемет, жүгіріп береді дегендей. Иә, маған сол жартылай қорғаныс өте ұнады. Родриго де Пауль енді мықты деңгейде екен. Енді Еуропадан кеткеннен кейін жалпы қалай болады деген сұрақтар болды, бірақ де Пауль өте керемет ойнады. Месси оны специально шақырып алды, бүйтіп осы Америкаға үйреніп ал қазір депші. Бізде тағы бір миссия бар деп. Ал Месси өзі 4 жыл бұрын дайындықты бастап кеткен. Де Пауль, Макалистер, Энсо Фернандес, жаңағы Альмада емес, енді жартылай қорғанысты. Ортада жүретін жігіттер. Альмада қаптал жартылай қорғаныс. Ол негізі бәрі андай сужаться етіп өте ойнап жүрді. Мысалы, андай жоғары прессингпен ойнайтын командаларға қарсы көбінесе қапталдан пространство іздейді ғой. Аргентина болса наоборот істеді, ортадан өтеміз дейді. И сондай ортадан еще шабуылдар өтіп атты ғой. Сол жағынан таңғалым болды. Аустрия ұлттық құрамасында бір ешқандай бір мүмкіндік те туған жоқ. Шабуылдан комбинациялық футбол жасап, еркінсітіп қойған. Допты береді, мақұл. Міне Аустрия сендер ойын тұрыңдар дейді, өздері жарты алаңында еш нәрсе істеген жоқ. Шабуылда керісінше 2-3 паспен жылдам мысалы қарымта шабуылдарға шығып жатыр. Вынос жасаса Мессиға тура мысалы вынос жасап, анау екінші голын да қалай мысалы шарп берді. Қорғаныста жатты, Мессиге пас, ары қарай бәрі көрдік қой енді голды. Сосын Мессидің бір аурасы бар ма, білмеймін, анау қасында айналасында жүрген футболшылардың өзі бір не істерін білмей қалады ма, бір андай гипноз болып қалады ғой бүйтіп. Жеңіл ойнап жатыр ғой Аргентина. Енді қарсыластары да әзірге Алжир мен Австрия, бірақ футболшылар бір ләззаттанып анау бір біз бұл қалмайданға шықтық, анау деген әңгіме жоқ та. Кәдімгідей жігіттер футбол ойнайық, рахаттанып демалып қайтайық. Бүгін матчтан кейін 12 мың теңгеден ортаға тастайық деген сияқты бір футбол ойнап жүрген сияқты. Мессидің аурасы деп дұрыс айтасың. Месси үшін жалпы Де Пауль да, Макалистер да, Энсо да, Альмада да жүгіріп беруге дайын да. Лаутаро Мартинестің айтпағанда. 2 гол да соның көрсеткіші ғой. Мысалы 38-ші минутта Месси есеп ашқан кезде Альмада араласпады, қалдырып кетті. Мына жерде қазір Месси жетеді бұл допты қақпаға бағыттайды. Мессидің позициясы деп. Екіншісінде деген Месси нәтижелі пас бойынша рекорд жасағысы келді. Альварес болмады. Хулиан Альварес болмады, одан кейін Паредес болмады. Мақұл енді деп. Паредес қарасақ, мына жерде қақпа бос та, мына жерде Месси тұрып Мессиге беріп жатыр ғой мысалы. Себебі мына бос қақпаға тепсең, гол кірмеуі мүмкін. Мессиге берсең гол кіреді. Мбаппеде де тура сондай жағдай. Мынау Францияның кездесуінде Иракқа қарсы ойында Дембеле доп тартып алды, ар жақта бос қақпа негізі. Дембеле ондай сәтте 100% голға айналдырады. Бірақ қасында тұрған Мбаппеге пас беріп, Мбаппені соқтырып жатыр. Етке де байланысты. Мысалы, Аргентина ұлттық құрамасынан еші Мессиге қалдырады. Месси мәз болсыншы, Месси осыған лайық деген сияқты. Ал Францияда қандай екен, мынау Мбаппе жыламасыншы деп береді, Мбаппе мәз болсыншы деп береді. Мәз болсын. Мәз болсын деп береді. Болды, онда ол жерде атмосфера Дембеленің өзі эгосын басып тұр ма сонда Мбаппе үшін? Әрине. Жоқ, Мбаппе барлық шабуыл Мбаппемен өтіп тұр ғой жерде. Мбаппеде эго бар дегенге мен не істеймін, оны как будто анау Дембеле өзі гол соғатын сәтте Мбаппеге пас берді. Дембеле уже алтын доп алғаннан кейін эгосын сәл басып алған сияқты. Мбаппеде алсыншы деген сияқты. Ойын қалай болды саған, Мәке? Жалпы енді Аргентинаның басымдығы осы тығыз қорғанатын командаларға қарсы ол қысқа пас. Жаңағы Аустрияда 4-4-2-мен қорғанды, бірақ ол қорғанысты Аргентина қысқа пастармен бұзып алды. Аргентина мысалы, Аргентина оң жақтан шабуыл жасаған кезде 3-4 адам тұрады, бір-біріне тық-тық пас берген кезде Аустрияның оң жағындағы ойыншылар сол жаққа ұядағы балапандай бір жерге жиналып қалады. И мына жақта бос кеңістік қалды. Сол бос кеңістіктің бәрін Аргентина өте жақсы пайдаланады. Одан кейін Альмада гол соққан кезде де ол Мессидің қайда жүретінін білгеннен бір қарап алды. Медина сол жақтан кетті ғой, содан кейін артына бір қарады, Месси келе жатқанын көрдім и өткізе салды. Тайминг қыл бұл жерде. Месси былай қатты жан салып жүгіріп пасқа барған жоқ.
жаяу жай ғана өзі бүйтіп асықпай келе жатты қорғаушылар да. болса керісінше олар андай жоқ біз неге төмен түсу керекпіз жауып қалу керекпіз Уақытылы баруымыз керек, қайтуымыз керекпіз дейді. мысалы кез келген шабуылшы ана жерде сол айбалаңның Жүгіреді, ішіне еніп анау тура қорғаушылардың арттарында тұрам деп сөйтіп сол жақта таласатын еді прострел неге маңына барамын деп. қақпа маңына сол жерге беріледі деп. Месси болса ол жерде спокойно былай тоқтай қалды да пасын күтті тебе салып бір касаниемен керемет соққысы да керемет қой ана жерде шлагерді на противоходе ұстап қойғаны мысалы. Былай қарап тұрсаң қақпашылардың барлығы біледі. Бірақ ештеңе сосын Альмада дейміз, бірақ Факундо Мединаның да пасын Медина пасы сұмдық қой, бірақ ол Медина пасы Альмадаға шығар енді по логике. Мысалы енді Криштиану Роналду болсақ бұрын Фернандешке өткізбей тастады ғой брасхит сол жерде. Сол кезде Альмада өзі тепсе де болатын еді, бірақ гол болмай қалуы мүмкін еді. Бірақ ол кәдімгідей Мессидің қайда жүретінін білді, артына бір қарады. бірақ мына жерде Альмаданың позициясына Месси тұрса өткізетін бе еді Альмадаға? Альмаданың орнында Роналду болғанда өткізетін бе? Өткізбейтін еді. Бетон өткізбейтін еді. Альмададан басқа ешкім өткізбейтін еді ол жерде. Иә, сол ғой. Жарайды. Ары кетсе Паредес өткізетін еді. Сөйтіп Месси рекордтарды бұзды, 17-ші және 18-ші голдарын соқты. Мессиге не болып жатыр негізі? Осы матчтың алдында да Марғұлан айтты ғой, мен футболға қатысты емес нәрселерге байланысты көп уайымдадым. Осы алаңда гол соғып кішкене өз-өзіме келіп жатырмын деп. Әкесі денсаулығы сәл нашарлау, сондықтан енді бірақ Месси қанша дегенмен кәсіп қой ғой, профессионал. Ондай нәрселерге көп алаңдамайды, бүкіл нәрсені алаңда шешкісі келеді. Ана Аргентинада журналистер әкесі қайтыс болып кетті деп өтірік жаңалық шығарып кәдімгі. Жоқ, қазір жеке проблемаларды шешіп әлем чемпионатында дайын болып келдім деп айтқан жоқ па еді мысалы. Осы әлем чемпионаты әкесінде бар денсаулық нашарлау кішкене. Денсаулық В проблемасы общем, бар. Аргентинаның телевидениесында қыз осындай подкастта әңгіме айтып жатқан кезде редакторлардан ақпарат келеді. Лионель Мессидің әкесі дүниеден өтті деп. Соны айта салған. Бірден айта салды редакторларына сеніп. Кейін редакторлар тоқтаңдар, бұл ақпарат әлі тексеріліп жатыр, фейк болуы мүмкін деп айтты, бірақ кеш ана жерде 2-ақ секунд ішінде тарап кетті. Телеэфирде. Мессидің өзі де, анасы да соған қатысты пікір білдіріпті. Өзіне айтқанын нақты білмеймін, анасының айтқаны ендігіде абай болыңдар, бұл енді адами фактор, бірақ бізге ыңғайсыз болды біз сол. Жоқ, анау ведущий қыз сол кәдімгі жылап тұрып кешірім сұрады. Жұмыстан кетіп қалды бірден. Мен өте қатты қателік жібердім деп жұмыстан кетті. Ал редакторларды жұмыстан шығарып жіберді. Олар енді өз еркімен кетіп те үлгерген жоқ бірден. Жұмыссыз қалды. Әйтпесе осындай подкастта кәдімгі өте рейтинговый сол Аргентинадағы соққы және голда айтылған екен ғой. Сөйтіп Лионель Месси осы Алжирге қарсы кездесуде 3 гол соқты, Австрияға қарсы кездесуде 2 гол соқты. Дидеке, бізді мазалайтын сұрақ мынандай ғой, Алжир мен Австрия бұл лакмус қағазы ма, бұл көрсеткіш па өзі? Жоқ, әрине көрсеткіш емес, бірақ Бекспен келсем, негізі Аустрия деген Еуропаның мықты командалардың қатарында. Енді топ команда емес, бірақ керемет тактика ұстай алатын, дисциплинасы өте жоғары, әдемі футболшылар бар, әдемі ойын жағынан әдемі футболшылар дейміз ғой. Роналду сияқты әдемі емес. Ойын әдемі. Есеға бірақ ұнап қалуы мүмкін негізі деп ойлаймын. Марк Арнаутович. Мысалы, атлет қой. Атлет. Иә. Австрияға бірақ Баумгартнер жетпей қалды, сондай бір креатив жетпей қалған сияқты ортада. Сен енді Ральф Рангникті бай жек көретін шығарсың негізі, иә? Бәрібір мен ешкімге, мен өте позитивті адаммын ғой, мен ешкімге андай кек сақтамын. Иә, сондай кек алу, біреуге бір жыныстап жүру деген, иә. Жүрек нәзік деген. Жүрегің үлкен. Былай негізі арамдығын жоқ, өзін адал адамсың ғой, ешкімді алдамайтын. Әр тапқан тиынын адал еңбекпен табатын. Адал еңбекпен табатын, сондай адам, келсем. Бірақ кез келген мысалы. Бірақ аяғым Алла десей. Иә, жоқ, ойын деген ол ойын, өмір ол өмір. Мен түсініп отырмын сен неге. Өмірдің өзі ойын ғой. Өмірдің өзі новелла. Жоқ, өмірге ойын сияқты қарау болмайды. Дұрыс. Футбол да ойын ғой. Әлде футбол өмір ма? Футбол өмір. Өмір. Аргентина 2-0 есебімен Австрияны жеңіп кетті. Осы топта Иордания мен Алжир құрамалары бар. Иордания Азияның бір ең әлсіз құрамасы деп атап жатырмыз. Енді турнир кестесіне қарасақ та жағдай сондай болып тұр. Иорданияда 0 ұпай, Австрия мен Алжирде 3 ұпайдан. Алжир 2-1 есебімен Иорданияны тізе бүк тұрды. Үстіп топта бірінші орында Аргентина, Австрия, Алжир, Иордания жайғасып отыр. Франция ұлттық құрамасына келсек. Килиан Мбаппе. Франция Иракқа қарсы матч өткізді. Бірінші таймнан кейін үзіліс 15 минут болды. Мен деген басым сөйтін адам. 15 минут ұйықтап алайыншы дедім. Сөйтіп 15 минут ұйықтап алдым. 15 минуттан кейін тұрсам, 20 минуттан кейін тұрсам, 50-ші минут болып жатыр.
ұйқымды зор қандырып алдым деп 20 минут ұйықтап алдым ғой десем 2,5 сағат ұйықтаппын. жоқ анау сен маған айтып отырсың ғой Месси гол соққанда қандай реакцияң болды депші. Месси бірінші гол соғады, Клозен рекордын не істеді ғой, бұзды. Иә, сосын мен айтамын да, Баку қазір анау Мбаппе ойнайды ғой, 2 сағаттан Мбаппе ойнайды қазір. Озып кетеді деймін да. Мессиден ба? Мессиден де, Клозеден де. Иә, сөйтіп айтып жатырмын да, сосын Месси екінші гол соғып жатыр. Мен айтамын, енді бір ойын жетпей қалады ау Мбаппеге. Бұл жерде бірақ Клозенің рекорды құнды ма? Себебі әлем чемпионатында азырақ команда болды және іріктелді ғой олар. Мына жақта ойын санына қарау керек қой. Ойын санымен санасам, мысалы Месси 28 ойын ойнады, сол 28 ойында 18 гол соғып отыр. Ал Клозе 24 ойында 16 гол соққан. Сондықтан бұл жерде нақты не істесе, бірақ абсолютті былай алсақ, әрине бұл жерде ешкім қанша ойын ойнады анау емес, бұл просто абсолютті рекорд. Мысалы Жюс Фонтен 6 ойында 12 гол соғып тастаған, бірақ оны ешкім не істемейді да, просто жалпы 12 гол соққан деген. Иә. Негізі ондай, ол кезде басқаша болған, мына кезде басқаша болған деген әңгіме бекер ғой, рекорд, бірақ Мессидің 18 голына мен қатты мынандай бүйтіп қуанышты емеспін, өйткені келесі әлем чемпионатында Мбаппе бұзатыны енді сәл күтіліп тұр ғой. 4 жылда неше түрлі нәрсе болып қалуы мүмкін. Мысалы, кезінде Томас Мюллер бірінші 2 әлем чемпионаттарында 10 гол соғып тастаған ойыншы да. Сосын ары қарай Мюллер бірақ Мбаппе Франциямен деп былай санайсың. Жоқ, әрине мен қоса әлем чемпионаты деңгейде түсіп бара жатыр ма? Ирак сияқты командалар ойнап жүр. Иә. Оларға гол соғу оңай. Мен бассыз ол Месси осы әлем чемпионатында басты сүрмерген, ең үздік сүрмерген болса деген ғана бір жақсы ниет қана бар. Былтыр 7 гол соқты мысалы. Иә. Биыл уже жетпей қалды, 7 голдың өзі жетпей қалды мысалы. Мбаппе ең үздік бомбардир атанды. Вот Месси үздік бомбардир атанса қуанышты боламын. Франция-Ирак матчы. Марғұлан қалай болды? Франция-Ирак енді айтпаса да түсінікті шығар. Бұл жерде Ирактың деңгейі нашар, дегенмен Ирактың ойыны жақсы екен. Норвегияға қарсы да бұл команда тәп-тәуір ойнады, бірақ қақпашы мен қорғаныстағы қателік біраз голға себеп болды. Соның салдарынан Ирак гол өткізіп жатыр. Ал енді Францияның басымдығы, басты көзірі ол жылдамдық, креатив. Сол арқылы ол кез келген команданы жеңе алады. Олисе үш нәтижелі пас беріп тастады. Сұмдық қой анау. Ана жылдамдыққа Ирак енді мүлде төтеп бере алған жоқ. Алисенің пастары, Дембеленің өзі пас беріп жүр ана жерде қалай. Дембеле бір гол соқты, әлем чемпионатының дебюттік голын осы Иракқа қарсы соғып отыр. 13 ойын ойнап тастаған. Осман Дембеле бірақ бірінші рет осы жолы соққан екен. Бірақ соның өзінде Дембеле андай голға таласпайды да, бағана Марғұлан айтқандай, керек кезде Мбаппеге шығару керек па, Мбаппеге шығарып береді деген. Сол ішкі атмосфера өте керемет. Сосын қазір Дешам ондай атмосфераны ұстай алады өзі. Иә, сосын баттап келе жатыр ғой. Пресс-конференция соңғы анау Мбаппемен болған матч алдындағы пресс-конференцияны көрдіңіз. Зор болды. Бәрі сұрап, Холланд 2 гол соқты, Харри Кейн 2 гол соқты, Месси 3 гол соқты, және сіз 2 гол соқтыңыз. Қайсысы мықты деп журналист сұрап жатса, Мбаппе күліп бүйтіп, осы төрттіктен ба дейді, сосын иә десе, әрине Месси дейді. Сосын бір пауза ұстап алды, сосын Месси ол жалпы тарихтағы ең үздік футболшы, Роналдо екеуі деп. Иә, ол бір жауаптың өзінде өте дипломатикалық андай немен. Аға сыйлайтынын көрсетіп отыр да. Иә. 3 поколениеға дейін сыйлайды екен ол. Мен ойламаймын анау. Пелеге дейін сыйлайын деп отыр. Иә, Мбаппемен бір пиарщиктер специально жұмыс істейді деп, ол өзінің ішінде болған нәрсені айтып отыр. Жалпы Мбаппе, иә, эгосы енді кез келген шабуылшының эгосы бар, бірақ оны андай диктатор Мбаппе анандай деп оны өте ақ көңіл диктатор емес дейін десек. Не болады? Алаңда не істеп жүр? Мына жерде суд сырт қойыңдар деп па бүйтіп. Қызметкерге ол диктаторлықтан емес жақсы. Иә. Мына жер шылқып тұр, соны кішкене итеріп тастаңдар. Сондай минустар. Мбаппе шабуылдайтын жер бар ғой. Ирактың жарты алаңы. Сол жерде дұрыс тазаламаған екен. Суын алып тастамаған дұрыс ше. Жоқ, ол Мбаппе Ирактың футболшылары туралы анау бутсылар аяқтар су болып кетпесін деп соларды ойлап жүр ғой. Адамгершілігі қандай. Ирак қорғаушыларының көз жасы итак көл болып жатыр. Мына жерді кішкене құрғатып жіберіңдер деп отқаны шығар. Мбаппе дубль авторы атанды, 16 гол. Ол да Мирослав Клозенің көрсеткішімен тең болды енді. Келесі матчта бұйырса Мбаппе де Клозенің рекордын бұзайын деп. Сосын Мбаппе 6 ойыннан көп, 2 голдан көп соққан футболшы. 6 ойында 2 голдан көп соққан бірінші тарихта футболшы. Мбаппе келесі ойында бұзбайды рекордты. Келесі ойында бір хет-трик қой. Норвегияға қарсы. Норвегияға қарсы жоқ. Жоқ, Мессидің емес. Клозен бұзбайды рекордын. Өйткені қосалқы құрамын шығарады ғой.
Жоқ, ей. Норвегияға қарсы ма? Франция ұлттық құрама. Иә, өйткені Мбаппені осы матчта 90+1-де ауыстырып отыр ғой. Бақсы Маркус бірақ Турамды біз басқа екінші таймға Дидье шығарса Дешамды қанша жыл көріп келе жатырмыз. Олар әлем чемпионатында, Еврода жалпы плей-оффқа шықты ма? Үшінші ойынға армандағамасын деп әлем чемпионатына келді ғой деп 26 жалпы заявка бар ғой, сол жігіттерді Оливье Жиру шығарушы еді ғой. Мандана дегендер шығатын еді ғой, кәдімгідей ше. Манданда дегендер шығатын еді. Қосалқы құрамның ойыншылары бір мүмкіндік алып толық құрам өзгеретін сияқты менің ойымша. Олай да мүмкін, иә. Толық құрам. Мысалы Бексұлтан өткен ойында айтты, Дезире Дуэ деді мынау. Болмайды деді. Дезире Дуэ Бексұлтан хаттамаға жазылды, бейнемен таспаланып жазылды. Менікі де жазылды, бірақ қайда жазылғаны есімде қалмады уже. Сен, иә, әр нәрсе. Мбаппе, Дембеле, Алисе, Упамекано, Салиба, Күнде, Рабио, Миньян демалады. Конеш. Мбаппе Оны ойнау мүмкін. бірінші минуттан бастап шықпайды. Шықпайды, иә. Дидар бірінші минуттан бастап шығады дейді. Мына жерде Айтпақшы, Шығады-ау деп отырмын мен. Шығады-ау деп отырмын. Холландтың айтқанын есіңдер ме айтпақшы? Матчтан кейін. Келесі ойыннан сіздер де Францияға қарсы ол ойында не күтесіздер, қандай жалпы нәтиже күтесіздер десе. Енді Франция өте мықты құрам. Скорее всего, жеңілеміз деп тұр. Молодец. сол ше. Холланд бір не екен енді? Алаңға сармасын, тастық төк көгені тегі. Бұрындар анау әлем чемпионатын біз мүлде жеңбейміз деп айтқан ғой тарихта жалпы. Енді ол адекватность па? Не ол? Адекватность, иә. Бір жағынан біртүрлі екен ол. Бір жағынан бір түрлі. Қатты қарап тұру. Сөйтіп 3-0 есебімен Франция Иракты жеңді. Бұл топта мықты құрамалар сол Норвегия және Сенегал, Франция, Норвегия, Сенегал. Абырой болғанда 3 құрама шығуға мүмкіндік бар. Әйтпесе біз Сенегалмен қосасып қоятын едік. Сол. Норвегия мен Сенегал арасындағы ойында Жақып Марғұлан әріптесіміз жүргізді. 3-2 есебімен аяқталды. 5 голдың куәсі болдық. Марғұлан көсіл. Норвегияның шабуылы мықты. Өңкей еңгезердей сұңғақ бойлы футболшылардан құралған. Қос қапталдан келіп ортаға пас шығарып берсе, кез келген допты қақпаға бағыттауға дайын. Одан кейін Солбакиннің жалпы бір басты ерекшелігі Харри Кейн секілді шабуылшыларды ол қорғанысқа қайтуға мәжбүрлемейді. Эрлинг Холланд, Александр Сёрлот та олар алда жүрсе, сол жақта жүре береді. Артық әрекетсіз оларды 90 минут бойы тың ұстағысы келеді. Кез келген сәтте мысалы Эрлинг Холландның алға қарай жүйткіге кетуі, оның күш керек, физикалық қуат керек, сондықтан ол сақтайды. Бірақ Норвегияның бір осал тұсы орталық қорғаныс. Сенегал соны 2 рет жақсы пайдаланып кетті. Егер сол орталық қорғаныстағы мәселені шешпесе, мысалы 3-ші турдағы Францияға қарсы матчта өте ауыр болуы мүмкін. Өйткені жалпы бұл жерде Норвегияда, Францияда мықты ойыншыларын шығару мүмкін, өйткені топтағы орны плей-оффқа әсер етеді. Одан кейінгі шығатын, мысалы, мықты қарсыласқа түсіп қалуы мүмкін деген секілді. Мысалы, Францияның екінші орны Германия мен Кот д'Ивуар сол жақтағы екінші орынмен шығады. Ана жақта мықты қарсылас түсіп қалса, плей-оффта қиын болады. Сондықтан барынша енді 3 ұпай алып, бірінші орынмен шығуды көздейді кез келген команда. Бірінші орынмен шықса, онда басқа топтардың 3-ші орынмен кетсе. Иә, сол ғой маңызды. Мбаппе шықпайды. Ол үлкен мәселе. Шығады Мбаппе. Плей-оффта өйткені плей-офф біріншіден Бұл матчта енді бәрімізді қызықтырып тұрған Эрлинг Холланд қой. Тағы да дубль рәсімдеп отыр. Оның қарқыны қандай өзі? Қарқын жақсы, басты соған командаластары пас шығарып береді. Солбакин еркіндік берген, ол артқа қайтуға мәжбүр емес, ешқандай да міндеттелмеген. Емін-еркін шабуылда жүріп өзіне берілген мүмкіндіктерді жақсы пайдаланады. Негізі дубльдан да көп гол соғатын мүмкіндік болды. Дегенмен хет-трик жасайтын мүмкіндігі пайдаланылмай қалды. Эдегор керемет пас шығарып берді. Иә, Эдегордың ойыны жақсы. Одан кейін Сенегалда орталық қорғаныс деген енді білмеймін. Жоқ, Сенегалда орталық қорғаныс өкінішке қарай, сосын орталық шабуылшы өкінішке қарай, Николас Джексон деген. Вообще анау негізі Сенегалдың мүмкіндіктері де нормально болды, анау как минимум тең есеппен қайту деген вариант болған оларда. Бірақ Кулибали баяғы Кулибали демалып соғылды, екеуіне де тікелей Кулибалидің қателігі. Қартайды ол көкем. Бізді таңғалдырған құрамалар бар, мысалы Кабо Верде деген. Уругваймен тең нәтиже тіркеп отыр. Және Кюрасаода Эквадорға қарсы 0-0 есебін тіркеді. Айттым ғой Кюрасаоның кезінде. Не деп айттың? Скриншоттап қойыңдар, чемпион болады дедім. Үйтіп айтқан сен бар, мне 2/50 Кюрасао деп айтқан ол саналмайды жоқ? Саналмай ма ол? Жоқ, негізі топтық кезеңде ол как минимум ұпай алады деп айтқан, міне Эквадормен, пожалуйста, 0-0 ойнап берді. Кабо Верденің плей-оффқа шыққанын қалайтындар бар ма арамызда? Әрине. Мен Уругвай мен Кабо Вердені жүргіздім. Кабо Верденің ойыншылары жақсы, әйбет, дриблинг, Уругвайдың қорғаушыларының өзін кәдімгідей тырқыратып жіберді ғой ана жерде. Муслера қартайған. Муслера қартайған біріншіден.
40-қа келді осы әлем чемпионатының барысында. Одан кейін Уругвайдың тағы бір қателігі, олар әлем чемпионатынан бірде-бір жолдастық кездесу өткізбей келген жалғыз команда. Ешқандай дайындықсыз, жай ғана өздері жаттығу жасап бір-бірімен ойнатты. Сөйтіп келді. Одан кейін Вальвердені бірінші Биелса қайда қоярын білмеді. Бірінші ойында оң жаққа қойдым. Вингер болып қойды. Мүлде оны жүрмей қойды. Содан кейін алды да ортаға қойды. Сол кезде кішкене шабуыл жақсырақ болды. Бірақ Вальверде енді ана Кабо Вердеге қарсы матчта Кабо Верденің Линини деген ойыншысы айып соққысынан әдемі гол соқты. Содан кейін Вальверде ашуланды да кәдімгідей қайта-қайта. Ең бойсы соғуым керек. Айбана қайта-қайта түк жоқ, кіре алмай қойды айбана. Жоқ, Уругвайдың басты мәселесі орталық шабуылшы деп ойлаймын. Олар ана Луис Суарестің дәуірін сағынып жүр қазір. Суарестің өзі сәл депрессияда болып кетті матч осындай 2-2 нәтиже тіркелген. Дарвин Нунес бар еді сол Суарестерді, Фарландарды ауыстыратын. Бірақ Дарвин Нунес білеміз, Сауд Арабиясында конкуренция шыдамай не істеп кеткен футболшы. 2 ай болды ма оның ойнамағанына. Саудияда Тізімнен шығарып тастады ғой Бензема келгеннен кейін. Арзандап кетіпті ғой. Бұл топта Испания мен Сауд Арабиясы бар. Испания 4-0 есебімен жеңіске жетті. Бексұлтан енді Фонтим арнасында осы матчқа қатысты пікірінді білдірдің ғой. Мына жақта кішкене бір қордалап кете салсаң, Испания қалай саған? Әлі де басты фаворит па? Әлі де басты фаворит. Тең нәтиже болған кезде де мен ешқандай уайымдамаңдар, барлығы дұрыс, Испания ұлттық құрамасы мықты. Мен де Фонтимді Ламинді мақтадым ғой. Бұл видеода енді соққыда Родриді мақтайыншы. Ойарса бөлші. Ой қоя тұр, ойарса бар. Ол Руслан Бақытжанның. Негізі Родри қазір енді Испанияның басты позициясы ғой. Испания 70% допты елікте ұстайды. Родридің арқасында өтеді. Барлығы Родриға оңға, солға, жалпы Ямалға, сол қапталға, Кукурелия бар деген сияқты. Родри сол әлем чемпионатында алтын доп иегері деген деңгей бар ғой, кезінде көрсетіп тастаған. Сол деңгейге оралады деп ойлаймын. Мынау TikTok'та түсірдім ғой. Деклан Райс немесе Родри деген кезде мен Родриді таңдадым. Осы әлем чемпионатында кім мықтырақ болады деген. Кім мықтырақ болады? Лицом к лицу болған кезде, құрамалар салыстырған кезде. Родридан мен үмітім зор. Бірінші ойынды көрдім, маған керемет ұнады. Екінші ойында да. Лицом к лицу деген не ол? Құрамалар салыстырамыз деген. Құрамалар салыстырамыз. Баконың форматы ма? Форматы сол. Бетпе-бет. Родридан мен көп нәрсе күтемін, және бірінші, екінші ойында соны көрсетіп келе жатыр. Қазір бастысы енді Реал Мадридке ауысып кетпесе болды, айт ал былай. Жоқ, олар Энсоны аламыз деп. Энсон ала берсінші. Негізі анау осы әлем чемпионатына байқадыңдар ма? Алтын доп иегерлері көп екен что-то. Жалпы дәжеден бір шешіп алайықшы, осы тақырыпты қозғағым келмеп еді. Бірақ әлем чемпионатында Лионель Месси 9 гол соғып, Аргентина ұлттық құрамасы чемпион болса, Месси алтын доп ала ма сонда? Әрине. Жоқ, осы МЛС-те ойнайтын ойыншы бірінші алады сонда. Иә. Қойсаңдаршы жігіттер. Солай ғой, ол традиция болып кеткен, қалыптасып кеткен. Мысалы, анау Белановтар кімдер қалай алды? Ол кезде Ой, чемпионаттардың матчтарын қазіргідей көріп. Жоқ, сосын осы еуропалық маусымда, мысалы, чемпиондар лигасынан не істейміз ғой, ол жерде бір жарқ еткен бір Хвича ғана бар да, бірақ Хвича енді ұлттық құрамамен жетістіктер жоқ. Сол жерде ито Хвича болғанда, ол Хвича маусымның екінші жартысын керемет ойнап берді. Өткен жылғы Дембеле сияқты ғой. Бірақ Дембеле оны еще голдармен де подкреплять етті. Ұлттық құрамасы мықты, ары-бері әлем чемпионаты шықты деген сияқты сондай. жалғыз конкурент былай қалай Месси алмай қалуы мүмкін бұндай жағдайда деген нұсқада Франция немесе Испания финалға шығады. Және ар жақта Ламин немесе Мбаппе дубль рәсімдейді, немесе пас береді, жалпы кәдімгідей қарсыластан. Жалғыз емес. Сол кезде ғана. Смотри, даже кандидат үшін әлі де. Мысалы, Португалия ұлттық құрамасы жеңе ма? Криштиану даже осы турнирде пенальтиден 2-ақ гол соғып сөйтсе де Криштиануға береді алтын допты. Мүмкін. Ол даже жоққа шығармаймын, мен де жоққа шығармаймын. Ол потому что хайп. Мессимен теңесті, анау-мынау, ол да Месси әлем чемпионатын алдында алған кезде берді ғой, мен Криштиануға да беру керек. Окей, уақыты келгенде оны талқылаймыз. Сіздер әзір комментарий жазып мына жерде видео. Англия бар ғой айтпақ. Харри Кейн. Англияда финалға шықса, Харри Кейн алып кетуі мүмкін. Бірақ Криш пен Мессиден алып кете алмайды деп ойлаймын мен. Окей. G тобында Мысыр, Иран, Бельгия және Жаңа Зеландия бар. Бельгия мен Иран арасындағы ойынды көрдім. Бельгия деген біттау деймін мен негізі ше, бұл құрама түк қызық емес болды. G тобы негізі шандай іздеп таба алмайтын топ сияқты да. Аурусыз кетті ма? Білмеймін, бірден табам. 0-0 есебімен аяқталды. Бельгия мен Иран, Тибо Куртуа негізі қақпашы, гол өткізбеді. Иранда
Беран Вант нағыз перформанс көрсетті, өте үздік ойын көрсетті. Беран Ванттың инстаграмында подписчиктер көп болып кетеді деп, Беран Ванттың инстаграмын көрсем 4,5 миллион подписчик бар екен. И так-то. Иранда инстаграм сонда не ғой, жақсы болып тұр ғой. бүкіл футболшыны мен Иранға жанкүйермін негізі, осындай жағдай қиын, әділетсіздікке тап болған бір әділ деген жалпы спорттық принцип бар ғой, әділдік деген принцип. Соны енді жоққа шығарып жатыр ғой ақш-тықтар, америкалықтар, Трамп бастаған. Сол себепті Иран осы плей-оффқа шықса екен, плей-оффта ақш-қа қарсы ойнап Көзін күйдіре берсе екен. жоқ, сол ғой, көзін күйдіре берсе екен, біз де мысалы футбол ойнап білеміз, біз де кәдімгі мықты елміз дегендей бір дәлелдесе екен деп те бір жанкүйерлік бар. Футбол жағынан Футбол өте жағынан. дамыған ел ғой негізі, енді азиялық тұр. Өзбекстанды артта қалдырды топта. Топ 1 ғой енді Иран. Өз Топ 1 дегенде тир 1. өз өңірінде, тем более сосын олар өткен әлем чемпионатына да келген, оның алдында да іріктеуден өтіп жүрген команда, сондықтан Иран бір қатты таңғалдырды деп айта алмаймын. Иранға тек жаңағы бір әсер ететін нәрсе, көп спортшылары жаңағы сыртта ойнай алмай тұр, бір-екі ғана нелері бар, позициялары бар, мысалы сол Тареми секілді. Олар өте талантты футболшылар көп, мысалы олар үшін еуропалық рынок ашық болса, мен ойлаймын, олар көбісі кәдімгі Марокко, Алжирлардан кем емес болатын еді деп ойлаймын. Просто мені Иран таңғалдырған жоқ, өзі білеміз, деңгейін керісінше, мынау 10 футболшымен қалған Бельгияны озып кету керек еді, біз білген. Иран әзірге анау қиын адаптациялар өтіп жатыр, мынау жағдайы мәз емес, сондықтан Жаңа Зеландиямен тең ойнап қалды. Бельгиямен 0-0 ойнады, бапкері де айтып жатыр, Гален Ной. Біз елдің бәрі кемі 24 сағат демалса, біз 18 сағат демаламыз, себебі 6 сағатымыз жолға кетіп жатыр. Бір күн алдында егіз жаттығу жасау керек қой, енді ол да жоқ мысалы. Ол қатты әсер етеді футболшыларға, әлем чемпионатында. Паспорт контроль етеді. Біраз мазасын алып жатыр. Мазасын қатты алып жатыр. Ал Бельгия құрамасы керісінше мен білдім, енді Кевин Де Брюйнен мынау клубтық футболдағы маусымын көрдік, Ромелу Лукакудың осы Италия сериясындағы екеуінің ойындарын көрдік. Көрмедік, дәлірек айтқанда, ойнағанда жоқ қой. Бірақ бәрібір анау класс деген бар ғой, не пропьешь дейтін. Сол Кевин Де Брюйне ылғи классы өте жоғары деңгейдегі футболшы еді. Пасы қандай, футболшыны алдап өту, шабуыл ұйымдастыру бәрі жоғары деңгейде болды. Әлем чемпионатында келдім да, қарасам Кевин Де Брюйне пас беруді ұмытып қалыпты мысалы. Жалпы шабуылда ойын жоқ қой. Руди Гарсия мысалы шабуылды қайта-қайта өзгеріп жатыр. Бірінші тур мен екінші тур салыстырғанда тек қана сол Тилеманс қана жүрген шығар. Мысалы Тросарда бірінші турда оң қапталда ойнады, қазір сол қапталда Жереми Докудың орнында отыр. Доку болса мүлде жалпы әлем чемпионаты отанына қайта оралды. Бірінші тұңғышы дүниеге келіп жатыр екен. Соған сұранып кетті. Біз енді мына жақта үшеуміз үйленгенбіз, біреуміз бойдақпыз. Мысалы бұл странды ғой, по идее. Сен Докусың ғой мысалы. Не странды? Әлем чемпионатында матч емес кезде барып келсе мақұл да. Матч қой мысалы, ұлттық құрамасы. Ол үшін маңызды болып тұр да, семья маңызды болып тұр. Мен үшін де маңызды. Кім Алекс Фергюсон айтқан ғой, мен негізі кез келген нәрседен қарағанда сол өз отбасындағы жағдай болса, сол отбасындағы жағдайын шеше бер деп айтады. Енді ол клуб қой. Ал мынау ұлттық құрама. Бәрібір. Ел намысы. Бұл жерде сол Бельгияға сәл не істейтін, оларда кішкене. Бұл жерде анау Ширин деген келіннен болып тұр. Ширин. Менің әйелім айтады деді. Сен Америкадасың, Қазақстан ұлттық құрамасының намысын қорғап жатсың. Плей-оффқа шығыңдар, ойнап келіңдер. Тұңғышы ма Докудың? Тұңғышы болса тем более ғой. Барып Тұңғышбай деп атын қойып, кәдімгі той жасап, не істеу керек қой, ол шілдеханадан кейін бірақ келу керек қой, қырқынан шығып. Ол қазір андай заман бәрі өте ответственно келеді сондай нәрсе. Ол баяғыда туды ма туды кеттік деп достармен жиналып кетті. Бірақ Жереми Докусың ғой сен, Бельгияның шабуылы қазір Докумен ғана байланысты, Де Брюйне емес. Креатив жоқ қой. Ол Докуға пас бердің, бір-екеуін алдады. Сосын сендер анау нені айтып жатсыңдар, рух жігер намыс деп, мына Бельгияда сәл басқашалау деп ойлаймын, өйткені бұл жерде біріктіретін тіл жоқ. Иә, басқа бөлек-бөлек региондардан, баяғыда сол алтын поколение кезінде жалпы ойыншылардың деңгейімен алып кете алатын да, ал қазір мысалы Де Брюйнеде бір дополнительный нагрузка сияқты келетін сияқты ұлттық құрамаға қатты бір-бірімен не істемей. Бірақ енді әлем чемпионаты ғой бұл енді. Әлем чемпионаты. Еврода да провал болды ғой Бельгия, мысалы сол Де Брюйнелер келген сол кезде басталды ғой әңгіме, мынау қартайыпты, мыналардың орнына бір басқалар керек еді. Сол кезде бірақ пас бере алатын еді ғой, просто команданың ойыны анау атмосфера деп айттық, ол жерде жалпы бапкер деді. Химия жоқ командада. Алаңда сыгырыныш жоқ қой бұл жігіттерде.
кім не істеп жүргенін білмейді. Бірақ мен анау нгой дегенмен менде сыгырность болмай ақ қояйын. Сол не ол істеп жатқан нәрселері мысалы? Анау нгой деген алдында далба дегенді қосу керек қой. Сөйтіп 0-0 есебімен ойын аяқталды. Бірінші орында Египет тұр. Сондай әзілге түсіп кеттік қой біз. Бірақ ретке мен мұғал екен. Жаңа Зеландия мен Египет арасындағы матчта Мысыр футболшылары 3-1 есебімен аяқтады. Мұхаммед Салах көке мен де бармын деп бұл жерде айтып жатыр. Салахтың көңіл күйі көтеріңкі. Ливерпульдегі нашар маусымнан кейін Салах ағамызға жалпы ұлттық құрама ойындары көңіліне жағып жатыр. Мен де қуаныштымын Салах үшін. Жалпы мысырлықтар бірінші әлем чемпионатының плей-оффына шығып отыр. Лайықты деп те ойлаймын. Жалпы бірінші ойында да, екінші ойында да бір жақсы ойнады. Әсіресе Бельгияға қарсы ойыны маған керемет ұнады мысырлықтардың. Екінші кездесуде енді класс қой енді мысырлықтар. Былай. Сосын мынау Мысыр футболи мемлекеті екенін анау гол соққан футболшылардың ат жөнінен байқалады ғой. Ойлашы, Зико гол соқты, Трезеге гол соқты. Сосын Салах. Салах бай болып тұр бірақ. Иә, ол енді өз атын өзі көтерген Салах болса. Ана жерде Зико мен Трезеге кәдімгі бізге анау 86 жылдағылар үлкен дядькалар мысалы. Зиконы мен настоящий Зиконы көргем деген. Мен Зиконы Мысырдан көріп емес па? Иә, бразилиялық Зиконы көргем. Қосал Құранда Зизо деген шықты ғой. Иә. Сосын Фати деген бар. Фати бірақ енді арабша ғой. Ансу Мане. Ансу Мане. Қойшы енді оған дейін өсіп үлгерген жоқ сияқты. Тунис пен Жапония арасындағы ойында Жапония 4-0 есебімен жеңіске жетті. Өте әдемі ойын көрсетіп жатыр ғой. Едеке сіз превьюда Жапонияға қатысты не пікір айтып едіңіз? Не деп едім мен? Не деп едіңіз? Топтан ұшып кетеді дедім. Мүмкін дедім ғой мен. Шоу да мүмкін. Шоу да мүмкін. Ол болжам деген ол андай нәрсе ол. Сен сияқты дегенді қостың айтпақшы. Сияқты дегенді қостың. Мүмкін деген сияқты деді. Ол болжамның кайфы андай шықпай қалса бетке басу жоқ. Шықса бірақ данышпан молодец эксперт деп айтып отырасың. Есептелушілік мысалы Аргентина Австрия матчында дәл шықты 2-0 есебімен аяқталады. Месси рекордты бұзады деді. Енді кеше біздің Баков футбол түсінеді екен ғой. Бүйтеді. Матч басталды, қазір пенальти болады дейді да. Месси соға алмай қалады дейді. Сөйтіп 5 минут өтеді, пенальти болып Месси соға алмай қалды. 5 минут емес, 1,5 минут өткен задержкамен болған эфир. Ойнайды мен білмеймін. Сөйтіп алдап кетті деп ойлайсың ба? Швеция Тунисті 5-1 есебімен жеңді ғой. Тунис бапкерін ауысып тастады Сабри Ламушиді. Бірақ сол Швеция кейін Нидерландтан жеңіліп қалды. Тура сонда 5-1 есеп тіркелді бұл ойында. Енді Швеция Грэм Поттерді алып тастаймыз деп отыр. Орнына Бруноны шақырады, одан кейін Фрэнк Лэмпард шақырады, сосын Маурисио Почеттино келеді. Енді Нидерландықтарды мақтау керек деп ойлаймын. Есесін қайтарды. Хакпо жалпы Салахтың артынан жалпы өте керемет ашылып ойнады. Рональд Куман айтшы мысалы, Крисенсо Саммервилл өткен ойында гол соғады, ол оны қосалқы құрамда қалдырады да, Броббиді ортаға қойып, Дониэль Малинді оң қапталға жібереді, Гакпоны сол қапталға жібереді. Нәтижесінде Бробби де Гакпода дубль жасады. Бұл ойында Де Йонгтың ойын жүрді, шыны керек, Де Йонг ойын жүргізіп берді, жалпы жылдам гол соқты. Бұл жерде Швецияны да жамандау керек деп ойлаймын. Өйткені анау голдар ұят шыны керек. Броббидің соққан голдар ше, орталық қорғаушылар не істеп жүр ана жақтан, прострел деген жай қарапайым нәрсе ғой, былай қарап тұрсаң ше. Жалпы солай Нидерландтар жаман емес, топтан шықты. Плей-офф кезеңіне басты мақсат орындады, әрі қарай көреміз енді бұл жігіттерден. Келесі топқа кезек берсек, Е тобында жаңа айттық Кюрасао бірінші ойында Германияға қарсы кездесуде 1-7 есебімен жеңіліп қалса да тарихи голын соқты. Енді Эквадорға қарсы матчта гол соқпаса да бірінші ұпайын алып отыр. 0-0 есебімен ойын аяқталды. Және Германия мен Кот д'Ивуар кездесуі 2-1. Немістер кішкене осы жерде бір тежеліп аялдап қала ма деп ойлап қалдым. Немістер жақсы, құрамында ойында жақсы, бірақ енді өкініштісі Шлоттербек жарақат алып мүлде қатардан шығып кетті. Ары қарай негізгі қорғаушы Рюдигер болады деп отыр. Жалпы бұл құрамға негізі Нагельсманның Ундафты шақыруы және оны джокер ретінде пайдалануы өте тамаша, тиімді нұсқа болды. Негізі Ундаф өзі джокер емес, Штутгарттың негізгі шабуылшысы. Ал бірақ Германия құрамасында джокер ретінде ол өте жақсы. Енді бұл мансабы бойында жалпы Ундафты ешкім менсінбеген ғой. Бұрында Вердердің кезінде академиядан шығарып бастаған. Шақырмау қате болады. Өйткені ол Штутгартта Германияда жалпы ылғи да кезіндегі неден бастап 9-дық шабуылшы мүлде қиын ғой. Әркімді пайдаланып, Кай Хаверс орындыққа қойып көреді деген сияқты неше түрлі әртүрлі жағдайлар жасап отыр. Бірақ осы жолы Ундафты пайдалану өте тиімді болды. Бұрында жалпы солай мансабы қиын болды Ундафтың. Ешкім
оны Иә, елемей өткен, дұрыстап, иә. Содан кейін бірақ осы Штутгарттың кезінде түледі жақсылап. Сөйтіп ұлттық құрамаға келді. Жалпы 5 голға қатысып үлгерді. 3 гол, 2 нәтижелі пас деген сияқты. Ол сұмдық нәтиже. Ары қарай да дәл осы темппен жалғастырады. Бірақ енді орталық қорғаныс сәл қиындау болуы әбден мүмкін. Қателіктер шыға бастайды ақырындап. Шлоттербек кеткеннен кейін. Дегенмен Германияның әлеуеті жақсы. жоқ, не үшін деген сұраққа жауап беру керек қой, өйткені Рудигер мынандай ойынға бейімделмеген, өте жоғары линиямен ойнауға. Сондықтан ғана былай Рудигер енді жоғары деңгейлі не ғой, орталық қорғаушы. иә. Бірақ Шлоттерберг идеально подходить ететін да осы неге. Жарақат алып қалды, енді 4 аптаға кетті деп жатыр, скорее всего. Болды, осы әлем әлем чемпионаты. 8 апта. 8 апта. Сегіз болды. апта. болды, ауылына қайтты ол. Онда финалды сәл кейінге шегеріп, онда болмайды. Басты сенсация мен үшін, сенсация емес, разочарование дейікші, масқара. Мені мына ұлттық құрамадан күтпедім бұндайды. Түркия. Әрине. Түркия ұлттық құрамасы әшейін далаға тепті, бір нәрсе тепті, ананы тепті, мынаны тепті, сөйтіп өзі теуіліп кетті. 4-ші орын алып, түріктер әлем чемпионатынан ұшып кетті. 4-ші орын 2 тур бітті, уже 4-ші орын 0 гол, 3 гол өткізіп алған Парагвайдан жеңіліп жатыр. 11-ге 10 ойнап жатыр ана жерде. Енді халықтан бәрі кешірім сұрап жатыр ғой қазір. Сол ғой басты әңгіме. Неше түрлі осындай подкасттарда эксперттер қағаз жыртып, лақтырып, бір-бірімен айқайласып, анау ардагерлер мынандай, Чалқанан клубы мынандай. Реалданмын деп айтпай-ақ қойыңдар сендер, Иә, гаитисіңдер деп отыр. Гаитисіңдер деп отыр. Сондықтан иә, хейттің астында қалды, бәрі кешірім сұрап жатыр. Енді не істейсің енді? Бұл да бұл өмір, футбол бұл өмір. Ақш әлем чемпионатының иесі 2 ойында 6 ұпай жинады. Австралия мен Парагвай плей-оффқа шығуға әбден мүмкін. Дұрыс, енді лайықты қиды деп ойлаймын. Иә, Түркия мысалы топқа қарайсың да, ақш, Аустралия, Парагвай, Түркия мысалы. Австралия, Парагвай, ақш мақұл. ақшпен ойнаған да жоқ қой әлі. Сол үшін шанс жоқ негізі. Әйтсе ақшаны жеңіліп қалғанда әлі де мүмкіндік болады. ақшта ұпай жоғалтса, онда мүмкіндіктер болады. Ал қазір ақш уже алып қойды Жоқ, да. Бекстер сайты ақштан жеңіліп қалып, мысалы Парагваймен шешуші ойын деп отсақ, Ол кезде 3-ші орынға мүмкіндік бар. Бұл жерде футбол ережесі өзгергенде әсер етіп жатыр. Мысалы, көп адам түсінбей жатыр, әлі ақшпен ойын бар, көп гол соқса, Түркия келесі кезеңге өтеді ғой деп. Жоқ, осы әлем чемпионатында жеке дара ойындар қарайды. Қазір Австралия мен Парагвайда 3 ұпайдан. Түркия, мысалы, ақшта жеңетін болса, ода да 3 ұпай болады. Бірақ Түркия Австралиядан да, Парагвайдан да жеңілген. Басты бәсекелестер. 4-ші орыннан көтеріле алмайды деген сөз. Зор ғой енді мынау. Ұзаққа бір ести алатын сияқты түркиялықтардан. Мәссаған. Қалай шығарып салды деймін да, ұят қой. Шығарып салған өзі бір бөлек қанша 24 жыл күтті ма? Иә, Түркия деген қола жүлдегер болып келе жатыр. Әрқашан мықты ойыншылар бар ғой, бірақ сол 24 жыл күтіп келіп осындай ойнау деген сөзсіз масқара. Сол қатты бүйтіп шығара салу, не істеу, сол әсер еткен Ой, сияқты. жоқ, обал ғой әшейін. Уругвай сияқты вообще дайындалмай келе салу керек еді. Жоқ, бұлар Еврода да шертті ғой, 2021-де. Ол жерде де ойбай күшті құрам қазір барш альперлер бастаған. 21-де айта бер, жоқ 24-те жақсы ойнады ғой. Евро 24-те топтан шықты. 8-ден 1-де Аустрияны жеңді. Ширек финалда енді мықты Нидерландыға қарсы кездесуде жеңіліп қалды. Бірақ ширек бірінші орын алып шыққан еді, Франциямен бір топта. Өте мықты топта. Иә. Бірақ Нидерландтан жеңгенде ешкім былай жазғыра қойған жоқ оларды, бірақ енді мынау топтан Позор ғой, қарабет қой, қарабет, кәдімгідей масқара. Осы Түркия мен Уругвай ғой кәдімгідей масқара болып жатқан ше. Уругвайда шамасы 3-ші турда шығып өтуі мүмкін да ол, бірақ. Ода бір 10% мүмкіндік қалып тұр да. Испаниямен қоса. Испанияны жеңу керек. Тең нәтижені өзі жетпейді мысалы. Тең нәтиже жетеді ғой. Қазір 2 ұпай, бірақ ол 3 ұпаймен ар жақтағы 3 ұпайлар 3-ші орындағы салыстырған кезде әлсіз болып қалуы мүмкін да. Сол ғой. Испанияны жеңетінен кейін мен мүлде сенбеймін мысалы. Ал Кабо Верде Сауд Арабиясын жеңсе, тең ойнаса да екеуі де шығайын деп тұрмын. бәрінде 3 ұпайдан болып қалды да сол кезде. Әлем чемпионатында басты ситуация. Уругвай жеңіледі ғой Испаниядан. Уругвай жеңілсе, онда Кабо Верде шығып кетеді. Бразилия мен Гаити матчында ешқандай сенсация болған жоқ. Бразилия 3-0 есебімен жеңді, бірақ осы ойында Рафиня жарақат алып қалды ғой. Би болды ғой еще. Матеуш Кунья мен Винисиус Джуниор гол соқты. Кунья қалай? Куньяны жақсы көресің ғой сен? Сен сияқты жақсы көрмеймін мен. Жоқ, ембет фанатсың ғой деп жатқан. Иә, Ұнады ма ойына? нормально. Рахмет аналитика үшін. Бразилия бірінші орында, Марокко Шотландиямен ойнады. Екінші орында Марокко ұлттық құрамасы Шотландияға қарсы кездесуде 1 гол жеткілікті болды. Шотландия 3 және Гаити 4-ші орында. Осындай Бұл жағдай жерде болды. аналитика керек жоқ сияқты да, өйткені Гаити ғой, сосын Кунья ғой. Және Винисиус Жуниор тағы да гол соғып жатыр. Рафинин жарақат не болып жатыр, Бекс? Рафининді қайта жалпы жарақат мазалап жатыр. Осы маусымда Барселонада да
жарақаттан көз ашпады, маңызды ойындарда шалмады. Наурыз айында ғана Бразил құрамасында ойнап кеп жарақат, кейін Чемпиондар лигасында Атлетикоға қарсы ойында көмек самай қалмайды ғой Рафиня. Тура сондай жалпы жағдайы қиын, дегенмен 3-ші турға қатыспаса да кейінгі плей-офф кезеңіне жалпы дайын болады деген жалпы ақпарат бар. Жақсы. Әлі алда көреміз енді. А тобында Мексика, Оңтүстік Корея, Чехия және Оңтүстік Африка. Чехия мен Африканың тең ойнағаны бұл ұят жағдай ма, әлде әлем чемпионаты деп бұл жерде жалғыз жүре саламыз ба? Жоқ, ол жерде Оңтүстік Африканың жаңағы бір өте мықты несі бар да, олар вот действительно отбасы бапкері де андай рух, намыс бере кәдімгідей бір әулеттің адамдары десе ол андай метафора емес ол да көзі. Сондықтан қатты таңғалдырған жоқ. Енді дегенмен Оңтүстік Африка ұлттық құрамасы Африка құрлығынан ол жерден қазір кез келген құрама осы әлем чемпионатында өзін көрсете алып жатыр. Жалпы орташа деңгейі өскен сияқты да сол Африка құрлығының футболы. Бұл жерде енді Чехияны құтқарып тұрған тек Мексиканың қазір бірінші орынмен плей-офф кезеңіне шығып кетуі ғана болып тұр. Әйтпесе бұл Мексика негіз ораммен шықса, Чехияны иногда болатындай ойын көрсетіп тұр. Кореяны жеңіп тұр. Сол ғана құтқарып тұр. Мексика енді шамасы қосалқы құрамын шығарады. 3-ші турға соны жеңсе 4 ұпаймен плей-оффқа шығып аман қалуы мүмкін. Бірақ Мексикада оңай емес, екінші құраммен де жалпы өз алаңында Очоуын шығарады. Ацтекада. Очоудан жалпы осы әлем чемпионатындағы дебютті күтуге болады. Жалғыз матч болуы мүмкін шығады. Үшінші турдың ойындарын біз күтеміз, және соққы және гол арнасында үшінші турдан кейін міндетті түрде бізде шығарылым болады. Әр тур сайын шығып жатырмыз. Сондықтан дәл қазір соққы және гол YouTube арнасына тіркеліп қойыңыздар. Бексұлтан, бізде соққы және гол YouTube арнасында оқырман саны 82.600 болды. Әлем чемпионатында 85-ке жеткіземіз. 85-90-ға жеткізсе қалай болады екен? Күшті болады. Әлем чемпионаты соңына дейін ба? Соңына дейін. Болады негізі. Мүмкін ба? Онда біз оқырман саны көбею үшін конкурс жасау жіберейік. Мынау әдеттегідей конкурсымыз. Үшінші турдың бір 3 ойынын аламыз. Соның нәтижесін сіздер комментарийге жазасыздар. Дәл тапқан бірінші адамға Жақып Марғұлан атынан 10.000 бағалы сыйлық бар. Сондықтан міндетті түрде дәл қазір тіркеліп қойыңыздар. 82.600, келесі шығарылымға дейін 83.000 болып тұрса құба-құп. 3 ойын, 3-ші турда ұсынатын кездесулердің ішінде Норвегия, Франция ойынын алайық, және Конго Демократиялық Республикасы мен Өзбекстан ойынын алайық. Үшіншісін дедеке Уругвай, Испания десек қалай? Керемет. Онда осы 3 ойынды бір ауыздан таңдап отырмыз. Бір ауыздан ба? Уругвай, Испания, Конго Демократиялық Республикасы мен Өзбекстан, және Франция мен Норвегия. Осы 3 ойынға пікір қалдырып, арнаға міндетті түрде тіркелсеңіздер, егер дәл тапқан адам болса, біз оған 10.000 бағалы сыйлықты келесі шығарылымда береміз. Ал осы шығарылымызда біз жайлап тәмамдаймыз. Ай жұлдыз жарық, оянсын фанат, баршаға ортақ бұл чемпионат. Фон Тим. Чемпионат баршаға ортақ.